Саламатсыздарбы әріптестер. Бүгінгі конференцияға қош келдіңіздер. Конференцияның талабын, тәртібін жақсы білесіздер. Бұл жайлы ескертілді, айтылды. Мен Ибрагимов Ділдахан Құраубекұлы боламын. Осы топтың мектеп басшылары және орынбасарлары лауазымы секциясының модераторы боламын. Педагогикалық шеберлік орталығының аға менеджерімін. Бізде қазір бірінші сөйлейтін Абдрасилова Салима Муслимовна, Алматы облысы Талғар ауданы Гүлдала ауылында орналасқан номері 21-ші мектептің директордың ғылыми әдістемелік орынбасары. Тақырыбы мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруды басқару деп аталады. Ал Салима апай, бастай қойыңыз. Қазір демонстрация экраны жасап алайын. Слайд шоуға қойып қойыңыз. Жоғары жақта тұр. Микрофоныңызды қосуды ұмытпаңыз. Қосылып тұр микрофоныңыз. Слайд шоуды бассаңыз, үлкен экран болып шығады. Кәсіби біліктілікті арттыру қажеттілігі менің тақырыбым мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыруды басқару жолдары. Қазіргі заңда білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер мұғалімнің кәсіби деңгейіне жаңа талаптар қояды. Ол деп отырғанымыз қоғамның даму қарқыны, ақпараттық техниканың даму, оқушылардың танымдық қызығушылықтарының өзгеруі, мұның барлығы педагогтардың үздіксіз кәсіби дамуын талап етеді. Сондықтан мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттырудың тиімді басқару білім беру сапасын арттырудың негізгі тетігі болып табылады. Мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттырудың маңызы мұғалім білім беру сапасын айқындайтын басты тұлға, оның кәсіби біліктілігін оқыту нәтижесін оқушының тұлғалық дамуына тікелей әсер етеді. Кәсіби біліктілікті арттырудың айқын басты арттырудың негізгі мақсаттары педагогтың заманауи талаптарға сай кәсіби құзыреттілігін дамыту, педагогикалық шеберлікті жетілдіру, оқу тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыру, инновациялық технологияларды меңгеру. Қазіргі заман талабына сай мұғалімдеріміз өздерінің сабақ беруін түрлендіріп және де жаңа деңгейге шығуды талап етіп отыр. Басқару құрылымы әдетте келесі кезеңдерден тұрады. Мұғалімдердің кәсіби қажеттіліктерін анықтау. Бірінші, біздің мектебіміздің мұғалімдерінің кәсіби дамуы үшін қандай қажеттілігі керектігін сауалнама арқылы анықтап, олардың қажеттілігіне әрі қарай жұмыстың барысын ұйымдастыру керек болады. Оған курстар, коучингтар, тәлімгерлік жұмыстарын жоспарлау қажет болуы мүмкін. Іске асыру кезеңінде кәсіби даму іс-шараларын жүргізу, бақылау және бағалау, нәтижелерді талдау, мониторинг жүргізу. Мұғалімдердің қажеттілігіне қарай оларды курсқа жіберіп, коучингтар ұйымдастырып, семинарлар ұйымдастырып, тәлімгерлер тағайындап жас мамандарға, одан қалса олардың кәсіби дамуын әрі қарай бағалау, мониторинг жүргізу болып табылады. Мұғалімдердің кәсіби біліктілігінің тиімді тәсілдері қазіргі таңда кәсіби дамудың ұйымдастырудың формалары бар. Біліктілікті арттырудың курстары, коучинг пен тәлімгерлік, lesson study, педагогикалық шеберханалар мен шығармашылық топтар құру, өздігінен білім алу, кәсіби оқырмандық клубтар, онлайн қауымдастықтар құруға болады. Осындай тәсілдер мұғалімнің өз әлеуетін ашуға, жаңашыл идеяларды жүргізуге болады.
Білім беру жүйесінде біз осы бағдарламаларды пайдалану арқылы мұғалімдердің біліктілігін арттыруға көмектесе аламыз. YouTube каналдары арқылы дәстүрлі сабақтарға қосылуға болады. Және де мұғалімдердің білімін арттыру мақсатында өзге де жаңағы платформаларда сабақты түрлендіріп өтуге көмектесуге болады. Интерактивті құралдар сияқты пайдаланып, қазіргі жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану арқылы оқушыны барынша қызықтырып, сабақтың сапасын арттыру үшін, білім деңгейін оқушылардың көтеруіміз үшін біздерге мұғалім жаңағы оқушыларды қызықтырып, қызықты етіп өту үшін көбіне осы жасанды интеллектті қазіргі таңда көп насихаттап жүрміз. Соның жаңағы маңайында балалар сабаққа қызығып, қызықты сабақтарды ұйымдастырған кезде олардың да білім деңгейі көтеріледі. Бұл кәсіби дамуды басқаруда қиындықтар мен шешу жолдары. Кей жағдайларда кәсіби дамуды ұйымдастырудың бірқатар қиындықтар кездесуі мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, уақыт тапшылығы болуы мүмкін, мотивацияның төмендігі болуы мүмкін, материалдық техникалық ресурстардың шектеулілігі, инновациялық тәжірибенің жеткіліксіз болуы мүмкін. Әрі қарай бұл мәселелерді біз қалай шешсек болады? Шешу жолдары: мұғалімнің өзіндік дамуының уақытылы бағалануы, оның нақты бағасын ынталандыруға және анықтауға көмектеседі. Құрылымдалған бағалау құралдары мен өзіндік индикаторлардың тиімді мониторинг негізінде жатады. Онлайн оқыту мүмкіндіктерін кеңейту, уақыт жоқ болса онлайн жасауға болады. Мотивациялық және марапаттау жүйесін енгізу, қандай да бір жетістіктері үшін мұғалімдерді жаңағы марапаттау жұмыстарын жүргізіп, және де қандай да бір деңгейде жеткен кезде қандай болатынын мұғалімдерге түсіндірумен жұмыстарын жасау. Коучинг және тәлімгерлік жүйені дамыту, педагогикалық тәжірибе алмасудың кәсіби ортасын қалыптастыру. Lesson study, даму сияқты бағдарламалар арқылы мұғалімдерді топ құруға, орта құруға әсер етіп жатырмыз, және де олар бір-бірімен тәжірибе алмасып, бір-бірінің өткен сабақтарын көріп, жас мамандарымыз сол орайда педагогикалық өтілі жоғары мұғалімдерден көптеген ақпараттар алып, және де тәжірибе алмасу алаңы осы жерде қалыптасады. Сондықтан да біз сондай қауымдастықтың дейміз ба, кәсіби ортаның әрі қарай қалыптасуына өзіндік үлесімізді қосып ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Қорытынды: тиімді басқарудың болашағы мен нәтижелер. Мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыруды, табысты басқару балалардың табысына, білім беру аудандарының теңсіздіктерді азайтуына және білім беру жүйесінің сапалы өндігіне әкеледі. Үздіксіз дамудың құрылымдалған жүйесі, қолданылмалы мониторинг, балалармен өндірістік балалығын 10 күндігі мүмкін. Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруды басқару, білім беру жүйесінің дамуының негізгі стратегиясы. Тиімді басқару жүйесі арқылы мұғалімдердің кәсіби өсуін қамтамасыз ету. Нәтижесінде білім сапасы артады. Әрбір педагогтың үздіксіз кәсіби дамуы заманауи мектептің басты жетістігі болып табылады. Бұл баяндамамда айтқым келгені, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру арқылы әдістемелік завуч ретінде басқаруды дұрыс жолға қою, және де мұғалімдердің кәсіби біліктілігінің артуына ықпал ету, оларға әдістемелік көмек көрсету. Осы ағай менің айтайын деген баяндамамда. Рахмет, Сәлима Мүслімқызы. Сіз өзіңіздің функционалды міндетіңізге қатысты директордың оқу әдістемелік жөніндегі орынбасар екенсіз. Өзіңіздің жұмысыңызға қатысты ойыңызбен бөлістіңіз, тәжірибеңізбен бөлістіңіз деп ойлаймын. Және қазіргі таңда өте маңызды болып отқан мұғалімдердің аттестациядан өтуі сіздердің функционалдық міндеттеріңізге кіретінін, және соған сәйкес мектепте жүйелі дамуға негізделген жұмыс жасасақ, біз осы мұғалімдерде пайда болып отқан аттестацияға қатысты кедергі, қиындықтардан
шыға білеміз деген ойдамын. Әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? Сәлима Мүслімқызына сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса айта қойыңыздар. Айтылған әңгімелермен танысып шықтыңыздар. Бар ма сұрақтарыңыз? Сұрақтарымыз жоқ. Рахмет. Сұрағыңыз жоқ. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет. Онда Сәлима апай, болашақтағы қызметіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Онда демонстрацияны тоқтата қойыңыз. Екінші әріптесіміз дайындала берсе, екінші әріптесіміз біздің Абилдина Салтанат Сәрсенбайқызы, Павлодар облысы Баянауыл ауданы Жүсіпбек Аймауытов ауылында орналасқан Жүсіпбек Аймауытов атындағы жалпы орта білім беру мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мектеп басшысының оқу ісі жөніндегі екінші санаттағы орынбасары дейді. Және сіздің тақырыбыңыз жасанды интеллектіні қолдану арқылы мектепті дамыту стратегиялары, адамгершілік құндылықтар мен этикалық нормалар дейді. Ал бастай қойыңыз, демонстрация жасап жіберіңіз. Салтанат Сәрсенбаевна. Салтанат Сәрсенбаевна осындасыз ба? Келесі әріптесіміз біздің Ахметжанова Муслима Мұхамеджановна, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылында орналасқан Абай атындағы қазақ орта мектебінің директор менеджер, тарих пәнінің мұғалімі екен, педагог шебер екен, мұғалімдікке қатысты. Бұл әріптесіміздің айтатын тақырыбы мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруды басқару деп аталады. Ал сәттілік слайд шоуға қосыға жақсы, өте дұрыс болды. Ал бастай қойыңыз. Құрметті әріптестер, өте қуаныштымын осындай конференцияда бас қосып отырғанымызға. Ділдәхан Қыраубекұлы, үлкен рахмет сөз бергеніңізге. Енді бүгінгі күні 40 жылдық өзімнің педагогикалық іс тәжірибемен және деген 14 жылдық басшы ретінде іс тәжірибемен бөлісуге рұқсат етіңіздер. Тақырыбымды алып отырмын, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруды басқару. Осы жерде осы тақырыпты алып отырған себебімнің бүгінгі күндегі өзектілігі. Қазіргі білім беру жүйесі үздіксіз даму үстінде. Цифрландыру, жаңа әдістемелер мен бағалау жүйелері мұғалімнен кәсіби икем мен инновациялық көзқарасты талап етеді. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі мектептің даму көрсеткіші болып табылады. Осы кезеңде қандай жұмысты бастаймыз және не істейміз деген кезеңде. Өйткені деген әрбір мектепте, мысалы 100-ге жуық педагог мамандары бар, сонымен қатар деген 1000-ға жуық оқушылар бар. Олардың барлығын қалай басқарамыз, не істейміз, қандай жолдарды жасауымыз керек және қандай әрекеттен бастауымыз керек деген сұрақтар бар. Басшылардың ішінде, мысалы, басшылық қызметті енді бастағандар бар, немесе бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатыр, бірақ ротацияға байланысты әрбір 5 жылда жұмыс орнымызды ауыстырып отырмыз. Ауыстырған сайын бір жаңа топқа, жаңа ұжымға келіп отырамыз. Бұл кезеңде өз жұмысымызды қалай ұйымдастырамыз деген сұраққа жауап. Басқару моделін қарасаңыздар, мына цикл ретінде көрсетіп отырмын. Бұл цикл арқылы директор мен әдістемелік бірлестік жетекшілері мұғалімдердің даму үдерісін үздіксіз басқарып отыруға мүмкіндік береді. Әрине, ең бірінші ол жоспарлау болатын болса, сол жоспарлау негізінде ұйымдастыру жұмыстары іске асыру, сон барлығын бақылау керек, талдау керек, содан кейін нәтижені шығарамыз. Нәтижені шығарғаннан кейін ол қайтадан тоқтап қалмайды, ол қайтадан осы цикл бойынша ары қарай өз жалғасын табады. Қайтадан осы нәтиженің негізінде жоспарлау басталады және деген осы жұмыс үздіксіз жүріп отырады. Біліктілікті арттыру үшін осы басқару моделінің жұмысының барысында бірнеше басқарушылық әрекеттер жүргізіледі. Осының ішінде жылдық әдістемелік жоспары жасалынады. Мен басты рөлді өзімнің жұмысымда lesson study үдерісіне үлкен назар аударамын. Қазір соның жалғасы болады. Әрине, осының барлығында ай сайынғы коучинг, шеберлік сағаттары, есептер жүргізілуі керек. Енді мұғалімнің кәсіби дамуы. Бұл жерде бірнеше топпен жұмыс жасаймыз. Тек қана мектеп әкімшілігі ғана емес, бұл жерде әртүрлі топтар, оқушылар мен ата-аналар, аудандық білім бөлімі, бүкіл ұжым, енді олардың барлығының дамуына әсер ететін көптеген басқа да орталар бар.
біліктілікті арттыру курстары. Мысалы барлығымыз біз деген осы білім жүйесін дамыту үшін әртүрлі курстардан өтеміз, сол жерден білім аламыз, өз білімімізді жалғастырып отырамыз. Сондықтан осы жерде кәсіби өсу мүмкіндігіміз бар. Мұғалімнің кәсіби дамуын және мектеп жоспарының талаптарымен үйлестіру жолдары қандай деген кезде, бұл деген ең бастысы нақты мақсаттарды анықтау керек. Содан кейін сәйкестікті қамтамасыз ету, бақылау механизмін үздіксіз жұмыс жасауына жағдай жасау. Міндетті түрде барлық деректерді міндетті түрде талдап отыру керек. Сонымен қатар мұғалімдердің арасында кәсіби әдеп кодексін ұстана отырып, оны мектеп ішінде ілгерілету қажет деп өзім ойлаймын. Енді әрбір жұмыстың бастамасында осындай талдау жүргізіледі. Ол не үшін? Әрбір ұжымның, әрбір мұғалімнің жеке өзіне талдау жасау мүмкіндігі бар. Немесе жеке топтарда осындай талдау жасауға болады. Немесе бүкіл ұжымға, бүкіл коллективке осындай талдау жасау мүмкіндігі бар. Енді күшті жақтарына келетін болсақ, біз деген атап отырмыз, бұл жерде ең бастысы заңдылық. Қандай бұйрықтар бар, қандай заңдар бар. Осы заңдарға негізделе отырып, біз өз жұмысымызды ары қарай жалғастыру мүмкіндігіміз. Мына жерде презентацияда мен біраз заңдарды атап қойдым. Өйткені осы заңдар бізге жұмыс жасауымызға, жұмысымызды үйлестіруге, және деген мұғалімдер тарапынан қағаз бастылық, неге қағаз көбейіп кетті, неге сөйтіп кетті деген сұрақтар туындамау үшін бірден ақ осы бұйрықтардың барлығын көрсетіп, сол бұйрықтар негізінде біз оларға жұмыстың нақты бағыттарын көрсетіп отырамыз. Әрине, сонымен қатар дейін бүкіл өзіміздің жұмысымыз не нәрсеге тіреледі. Әрбір ұжымда міндетті түрде осал жақтары кездеседі. Кадрлардың жетіспеушілігі десем, ол әрбір ұжымда кездесетін нәрсе. Содан кейін мына аттестаттау кезеңінде біліктілік санатына үлкен мән беріледі. Ол жерде жаңағы мақсатты мектептердің санына кіріп кетудің өзінің бір көрсеткіші, бұл деген біліктілік санатының сәйкес еместігі, немесе аттестаттаудан өтпей қалуы. Сонымен қатардан ұлттық бірыңғай тестілеуден балалардың жоғары балл алуына мүмкіндік жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба? Әртүрлі олимпиадалар, байқаулар, олар да үлкен рөл атқарады, өйткені ол ең алдымен мұғалім өзіне де керек, оқушыға да керек, сонымен қатар мұғалім жетістігі ретінде аттестаттау кезеңінде көрінеді. Енді осы жерде біз деген қандай мүмкіндіктерді пайдаланамыз? Міне осы жерде біз атап отырған әрбір пән бірлестіктің жұмысын, әрбір топтың жұмысын, әрбір өзіміздің оқу үдерісіне пайдаланып жатқан әдіс тәсілдерімізді атап кетуіміз керек. Және деген көптеген қауіп қатерлер бар. Ол деген әрбір ұжымға өзінің ерекшелігін көрсетіп отырады. Енді осы кезеңде мен мына модельге назарларыңызды аударғым келіп отырмын. Киркпатрик моделінің тарихы мен және маңыздылығы. Ділхан Қыраубекұлы біледі, өйткені тарихшы болғандықтан біз деген осындай нәрселерге үлкен мән береміз, өйткені жаңа велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Егерден ол бұрын ойланып табылса, онда тек қана соны пайдалану керек, немесе оны жетілдіру керек. Бұрын осы Киркпатрик моделін тек қана бизнес саласында ғана пайдаланған болатын. Бүгінгі таңда білім саласында да пайдаланып отырмыз. Осы жерде Киркпатриктің 4 деңгейлік тәсіліне назар аударыңыздаршы. Бірінші, осы жерде тұрғаны бұл деген реакция деп тұр. Реакция деген нәрсе адам қалай бір нәрсені қабылдайды. Кез келген сабақта, немесе кез келген жиналыста болсын, мұғалімдерді, енді Асхат ағайдың сөзімен айтатын болсақ, мұғалімдерді селт еткізетін бір нәрсе болуы керек. Сондықтан деген әрбір іс-әрекетке дайындалу керек. Немесе бір жаңалықты енгізген кезде, немесе жаңа жоспар, немесе жаңа бағдарлама енгізілген кезде, тіпті жаңа бұйрық келген өзінде міндетті түрде әрбір адамда реакция болады. Осы кезеңде осы реакцияны басқара білу керек. Оны оңтайлы жолға әкеліп, және деген осы жерден бізде оқыту басталады, оқу басталады. Орысша айтқанда научение. Біз оларды үйретеміз, қалай жасаймыз, қалай соны іс жүзінде жүзеге асырамыз. Содан кейін оның нәтижесі қарастырылады. Нәтижесінде олар деген өздерінің жетістіктерін және деген қандай биікке жеткендігін бағалай білу керек, өздерін көре білу керек. Осының артында енді мінез-құлыққа келіп отырмыз. Мінез-құлық деген не? Ол деген жаңағы бастамаға көзқарасы қандай болды? Дұрыс қабылдады ма? Бұрыс қабылдады ма? Немесе немқұрайлы болды ма? Немесе қуанды ма?
осының нәтижесінде мүмкін марапаттауға ие болды ма, үлкен жетістіктерге, биікке жетті ма, санаттарын көтеру мүмкіндігін болды ма, ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы өтті ма, немесе алтын белгі алушылардың саны көбейді ма деген сияқты бұл осы жерге әкеліп тоқтырады. Егерден кеңінен танысам десеңіздер, осы Киркпатрик моделін тағы да ашып өздеріңізге көру мүмкіндігі бар. Енді осы 2014 жылы курстардан өткеннен кейін маған өте керемет ұнаған нәрсе бұл деген lesson study. Lesson study нені береді? Оны барлығы біледі, өйткені курстардан өтті, бірақ та деген шын мәнінде білгенімен оны деген жүзеге асыру ол екі нәрсе. Кейбіреулер білгенімен оны жүзеге асырмайды. Енді біз ұжымда осыны ең басты әрекет ретінде алып отырмыз. Өткен жылы Берік Құттыбаевичпен және деген Асхат Алимовты шақыра отыра, осы lesson study мектептегі үдеріс дұрыс па, дұрыс емес па, ол қандай нәтиже беріп жатыр, сол бойынша үлкен семинар өткізілген болатын. Бүкіл ұжым сонымен жасаған жұмысының тәжірибесімен бөліскен болатын. Шынымен ақ оның нәтижелері оңтайлы екенін байқап, балалардың және де мұғалімдердің қызығушылығын арттырып, сонымен қатар біліктілігін арттыру мүмкіндігі және білім сапасын арттыру мүмкіндігі бар екенін байқадық. Мақсаты қандай? Мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін арттыру және оқушылардың оқу жетістігін жақсарту. Мына жақта фотолар қойған болатын. Осы lesson study'ді ұйымдастырған кезеңде арнайы бірінші шығармашылық топтың отырысын жасап, содан кейін педагогика кеңесте оны талқылап, содан кейін бүкіл ұжымды топтарға бөлдік. Арнайы бұйрық шығарылды және бұйрық бойынша ұжымның топтары бекітілді. Бір оқу жылына тұрақты бір топ жұмыс жасайды. Келесі бұл жерде зерттеу неден басталды? Қайтадан тарихи негіздерге тоқталып отырмын. Бұл деген қай жылдардан басталып, қалай ол жүзеге асырылғандығы. Осы іс-әрекеттегі зерттеу ғылыми таным түрі ретінде 2013 жылы Уилсон іс-әрекеттегі зерттеудің түйінді идеяларын атап көрсеткен болатын. Майкл Пулан өзінің көшбасшылық және тұрақтылық атты кітабында тәжірибе алмасуда адамдардың өз әріптестерінен жақсы үйренетіндігін айтқан болатын. Міне сондықтан осы lesson study'ді жүзеге асыру кезеңінде осыған мән бердік. Енді мына жерге қараңыздар. Шебер педагог траекториясы. Маған жиі қойылатын сұрақ, ол деген қалай сіз осындай деңгейге жеттіңіз, қалай оқушыларыңыз осындай жоғары сапа көрсетеді, неліктен олар олимпиада тағы да басқа жарыстардан жоғары орын алады деген сұрақтар жиі қойылады. Міне сол кезеңде жаңағы деген мынандай траекторияны көрсеткім келеді. Ол деген бір күнде болмайды, бір айда болмайды, ол деген үлкен еңбек. Енді осы жерде мен lesson study'дің шебер педагог траекториясына қандай әсер беретінін көрсеткім келеді. Назар аударыңыздар. Бір мұғалім осы процедура барысында бір мұғалім жоқ дегенде 3 сабақ береді. Мүмкін одан да көп беру мүмкін, бірақ аз емес. Осы 3 сабақ нәтижесінде бір топтың жұмысы қандай нәтижеге қол жеткізеді? Ол деген сапалы қысқа мерзімді жоспар жасайды. Өйткені әрбір сабақ бір топпен бірлесіп отырып жоспарланады. Осы сапалы қысқа мерзімді жоспарды ол қалай қолданады? Ол деген ұжымдастардың арасында оны тарату мүмкіндігі бар, және деген бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланып жасайды. Енді осы сабақтарға қатысқан мұғалімдер оған бағалау парағын толтырады. Бағалау парағын қай жерде ол қолдану мүмкіндігі бар? Бұл деген аттестаттауға жаңағы жүктейтін парақтар болып табылады. 5 парағы дайын болады. Содан кейін осының барлығы мұғалімнің кәсіби өсуіне әкеледі, ал бұл жүйелі жұмыстың нәтижесі білім сапасын арттыруына әкеледі. Енді мына қарапайым ғана формула келтіріп отырмын. Бір топ ең кемінде 10 мұғалімнен тұратын болса, оның басты рөлдерін жазып қойдым. Спикер, модератор, бақылаушылар, хатшы, мобилограф деп жазып қойдым. Және деген жаңағы 10 мұғалім жаңағы 3 сабақтан қатысады, сонда 3 сабақтан жүргізсе қанша сабақ болады? Сонша қысқа мерзімді дайын жоспар шығады. Ал енді деген мектепте, біздің мектепте мысалы 5 топ, ал 5 топ осындай жұмыс жасаса, қанша қысқа мерзімді жоспар шығады? Қаншама сабақ беріледі? Әйтпесе классикалық түрде біз деген тек қана апталықтарда және 10 күндіктер деген ашық сабақтар өткіземіз, сонымен ғана шектелеміз. Ал мына жерде осындай мүмкіндік бар.
сондықтан нәтижесінде ұжым 100% қамтылады, өзара тәжірибе алмасу қалыптасады, қорқыныштан айырылады мұғалімдер, өйткені деген ол деген топпен жасалынған сабақ жоспары. Білім алушылардың белсенділігі артады, тәртіп мәселесі шешіледі, өйткені оқушылар сонша мұғалім қатысып отырған кезде олар өз-өзінің бойында түзей бастайды. Аттестаттауға бағалау парақтары дайын болады, әрбір мұғалімнің ішкі мотивациясы артады. Және мына жерде практикалық түрде әрбір мұғалім өзіне іс-әрекет жүктер жоспарын өзіне көшіріп алу мүмкіндігі болсын деп осы слайдқа қосып қойдым. Осы 7 қадамнан тұратын әрбір сабаққа қатысқаннан кейін өзіне жазып қоятын дүниесі, немесе ашық сабақ беретін мұғаліміне мүмкіндік берілетін іс-әрекеттер жоспарын жазып қойдым. Оны қолдануға болады. Енді осы жерде тағда өз сөзімді аяқтай келе, мықты болу үшін батылдық керек. Әрбір әрекетті батылдықпен бастауымыз керек. Енді Абай атамыздың айтқан сөзі, білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Бұл деген тағда сөзімді қорытындылай келе, мәселе біздің жеткілікті білмеуімізде емес, мәселе біздің білетінімізді іске асыра алмауымызда. Біз қарапайым қағидалар мен ережелердің барлығын біле тұра, оларға сай әрекет етпейміз. Сондықтан осының барлығын пайдалана отырып, әрекет етуге шақырамын. Рахмет. Рахмет Мұслима Мұхамеджановна, өте пайдалы, өте практикаға негізделген баяндама болды ғой деп ойлаймын. Тәжірибеңізге көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Сонымен қатар сабақ келесі бізде Байсикова Маржан Жаңабайқызы, Жетісу облысы Талдықорған қаласындағы 29-ші орта мектеп лицейдің оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары. Бұл әріптесіміздің қорғайтын тақырыбы тілдік мектеп жобасы дейді. Ал бастай қояйық, тілдік мектеп жобасы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сәлеметсіздер ме? Мен Талдықорған қаласынан боламын. Директордың қазір оқу ісі жөніндегі орынбасарымын, бірақ алдыңғы тілдік мектеп жобасын директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасар ретінде бастаған болатынмын. Бұл жоба бізде тиімді екінші жыл болып өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп отыр. Сондықтан бұл жобаны өзіме ары қарай қалдырдым. Осымен сіздермен бөлісейін дегенмін. Негізінен осы жоба жасау ерекшеліктерін біз бірнеше жыл бұрын осыдан акселератор успешных школ деген халықаралық курстан өткен болатынбыз. 5 мектебімізден басшымен бірге бірлесіп 1 жылдық курс болған. Бұл жақта өте көп нәрселерді үйретті бізде. Менторымыз Мамагүл Медихатовна болған. Сол кісіден үйренгеніміз ары қарай соның жалғасын тауып жатыр. Жылдан жылға жобалар да қазір қосылып жатыр мектептерімізде, білесіздер. Сол негізгі бір жобаны көрсетейін дегенмін сіздерге. Тілдік мектеп жобасы. Бұл жақта жобаның әрине де мақсаты оқушылардың тілдік құзыреттілігін арттыру болып табылады. Көп тілді тұлға қалыптастыру және ағылшын тілін үйренуге жағдай жасау. Міндеттер тілдік мектептерді ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін зерттеу, цифрлық ресурстар мен инновациялық тілдер арқылы тіл үйрену сапасын арттыру, мектеп базасында педагогтерді озық технологияларға оқыту үшін әдістемелік алаңдар құру және оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін дамыту. Ең алдымен жобаны бастамас бұрын осы Алмагүл Медихатовнаны үйрету бойынша ең алдымен басқа жерлерде осы мысалы тілдік мектеп қалай жүріп жатыр екен, енді осының оң жақтары теріс жақтары болды ма екен деп сол басқа елден, басқа мектептерден біз жақсы жерлерін алып өзімізге қостық. Мысалы мына Бристольде осындай отбасылық тіл мектебі ашылған екен. Бұл жақта IELTS пен Кембридж тапсыру үшін қарқынды курстарды әзірлейді. Содан кейін мына жақта Лос-Анджелестегі бізге ұнағаны мектеп оқушыларының фильм көру арқылы, фильмдерді өздері соны құрастыру арқылы ағылшын тілін үйретеді екен. Осы жерін біз өзімізге алып алдық. Және Бостонда ақш-тың жетекші тілдік мектептерінің бірі Бостонда орналасқан екен. Мектепте оқыту шағын топтарда жүреді, сонымен қатар ағылшын тілінде жеке сабақтар бар екен. Біздің мектебімізде енді мына жақта лицей мектебі болғандықтан енді
топ бойынша бұған факультативтар, кружоктар түрде бөлінбейді ғой қазір, білесіздер. Сондықтан біз тек қана кружок ретінде мектеп мұғалімдері өзі оқушылардың сұранысы, ата-аналардың сұранысы ретінде өстіп ашып отырмыз. Бізде осындай 3 кружок бар, ағылшын тілін үйрену деген. Соған осы жақсы жерлерін алып, өзімізде ашып отырмыз қазір көрсетейін. Жаңа әріптесіміз айтқандай, кез келген жұмысты бастар алдында міндетті түрде свод талдау жасалыну керек. Свод талдауда біздің мықты жақтарымыз оқушылардың тілдік үйренуге деген қызығушылықтары өте жоғары болды. Тіл үйренуге арналған әдістемелік цифрлық материалдар мен кабинеттер жеткілікті болды. Біздің мектеп ашылғалы шақ жыл болды. Жаңа мектеп Талдықорған қаласында 29 лицей деген. Сондықтан жаңа үлкен мектеп салынғаннан кейін бізде кабинеттер жеткілікті болып тұр. Және де цифрлық технологияларды пайдалануға бізге интерактивті тақталар барлығы жақсы бізде бар. Және мектеп әкімшілігін және ата-аналардың қолдауы бізде бар. Әлсіз жақтарына келетін болсақ, мектеп контингентінің жан-жақтан жиналуы болып тұр. Әлсіз жақтар бір-бірінен жаңадан ашылған мектеп болғандықтан жан-жақтан бізде оқушылар келді де, солар бір-бірімен әлі тіл сөйлесе алмай, осы кружок арқылы айтады ғой, общий у них интерес появился деп. Сонымен достарын да тез тауып, тез мектепке бейімделу осы кружок арқылы да жақсы болды деп айтсақ болады. Сонымен әлсіз жақтарына бізде жас мұғалімдердің 60% әдістемелік көмек талап етеді. Әлсіз жақтарымызға әлі жұмыс істеу керек, әлі жас мамандарымызбен әлі үйренуіміз көп, әрине де. Әлсіз жақтарында да шет тілін меңгеруде сөйлеу тәжірибесінің жеткіліксіздігі. Жай айтқанда сабақпен ғана тоқталмай, сабақты білестіре ары қарай дамыту үшін сөйлеу практикасының аздығы болып тұрады. Мүмкіндіктер: заманауи цифрлық платформаларды пайдалану. Қазір мұндай платформалар өте көп. Осы жылы тағы жасанды интеллект қосылды. Біз жаңағы кружогымызда жасанды интеллектпен, ойындармен тағы ары қарай дамытып келе жатырмыз. Оқушылар одан да қызығып, жақсы оқып жүр. Шетелдік еріктілермен байланысты орнату. Қазір бұл жақты мен бөлек түсіндіріп кетемін. Жас мамандардың креативті ойлау қабілеттерін дамыту, үйренуге дайындығы. Қауіптер: енді кейбір ата-аналар тілі керек емес, лучше спортқа бар дегендер де өте көп болды бізде. Және де басқа пәндер мен жүктемелердің артуы нәтижесінде тілдік белсенділіктің төмендеуі қауіп қатерде тұрды бізде. Енді осы тілдік оқытудағы заманауи тәсілдер ретінде біз 4 тәсілді алып отырмыз: зертте, тексер, байқап көр және қолдан. Зертте озық технологиялар, енді Сингапурдың оқыту құрылымдары, сингапурский икры деген бар, осы ағылшын тілін оқитындар біледі, өте жақсы ойындар. Лингвачат, QR-кодтар, қазір виртуалды зертханалар өте көп, қазір офлайн және онлайн сабақтар жүргізіп, тексер, тестілеу және нәтижелерді бақылауда. Енді міндетті түрде біз оқу деңгейін мониторингтеп тұрамыз. Басында қалай болды, ары қарай 90 сайын көтерілу, диагностикасының көтерілу ма жоқ төмен ба, соны міндетті түрде қарап отырамыз. Енді жоба болғандықтан қорытынды тесттер жүргізіледі, ауызша және жазбаша сөйлеуді бағалау жүргізіледі және прогресс туралы онлайн есептер ата-аналарға жіберіліп отырады. Байқап көр, қызықты және қызықты. Бұл жақта мыңдаған интерактивті жаттығулар мен ролдік ойындар болады. Интернетті ашсақ, бұл жерде өте көп ағылшын тілінде бастауыш сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін өте көп ойындар бар екен. Енді бастауыш сыныпта әрине мультфильмдер сияқты қойылған. Бұл жақта енді повторяй деген өте көп ойындар бар екен. Айтылу зертханасы, бұл жақта произношение мен олды ойын түрінде жүргізіледі және нақты тілдік жағдайлар негізінде 200-ден астам, енді осы жылы астық мультфильмдер мен кинолар ағылшын тілінде жүргізіледі. Біз оқушыларға кәдімгідей проекттармен осындай киноларды ағылшын тілінде қоямыз. Ол да өте қызықты, оларға өте ұнайды. Ары қарай қолдан өзін-өзі дамыту және табысты жүзеге асыру үшін қолданылады. Құрдастармен қарым-қатынас, оларда жаңа айтып отырмын ғой, бізде жаңа ашылған мектеп болғандықтан оқушылар жан-жақтан жиналды деп, осы кружок олардың енді общий интерес болып, осы кружоктан өте көп бір-бірлеріне дос тауып алдық деп. Ары қарай халықаралық конкурстар мен іс-шараларға қатысу. Бұл жақта енді онлайн конкурстар болды. Алдында Белоруссия мемлекетінде бізде ағылшын тілінен осындай жарыс өткізілді. Именно ойын және сөйлеу зертханасы арқылы 3 оқушымыз қатысып, оларды жүлделі орындар алып, өте қызықты болды.
Жобаны іске асыру сатылары, бұл жақта мектептің тіл саясаты, біріншіден мектеп оқушыларының алдында достарымен және шетелдік құрдастарымен еркін қарым-қатынас жасау үшін ашылады лингвачат және онлайн платформалар. Бұған қазір бөліп тоқталамын. Мен сіздерге бір мысал ретінде бір чатты көрсетемін. Бұл жақта бұл чат бар, чатта халықаралық чат деп атаймын. Бірнеше тілдер, ағылшын тілде бар, орыс тілі, белорус тілі, сол жаққа тілді таңдайсың да, сол жақта әр мемлекеттен балалар, біздің кәдімгі балалар сияқты өздері сондай чатта сөйлейді. Переводчигі да бар, сондай біз қазір енді ағылшын тілін үйрендіктен Америка және Испаниядағы оқушылармен біздің оқушылар осындай чат құрып әңгімелеседі. Так, ары қарай қажеттіліктерді анықтау. Мектепте осы қазір жобаны жүргізген кезде жай ғана ағылшын тілінің грамматикасын оқыту, жай ғана жаттығулар емес, біз 3 бағытты таңдап отырмыз, оқушыларға қызықты болады деген. Бұл ел тану, шығармашылық жағынан және баспасөз орталығы. Осы 3 бағыт бойынша біз үйретеміз, 3 топ бізде. Так, ары қарай қатысушыларды бастапқы тестілеуден айтып кеттім. Тілдік қажеттілікті бағалау мақсатта аудиторияны және оның тілдік дағдыларының тапшылығын анықтау бойынша ең басында бізде онлайн платформа арқылы анкетирование жүргізіліп, осындай қатысам деген оқушыларды таңдап іріктеп алдық. Арнайы әзірленген бағдарламалар, қойылған мақсаттарға мінсіз сәйкес келетін оқыту түрін таңдау, жаңа жабдықталған мультимедиялық кабинеттер бағанамен әкетін және өз бетінше дайындалу кабинеттер бізде жеткілікті. Нәтижелерді бақылау, оқытудың тиімділігінің көрсеткіштеріне сәйкес, егжей-тегжейлі есептер беріп отырамыз. Аталар мен оқушыларға кері байланыс міндетті түрде жүргізіліп жүреді. Мынау тандем деген мобильді чат, бағана сіздерге осыны айтып кеттім. Оқушылар осында бірнеше елдің әртүрлі жастағы оқушылары бір-бірімен ортақ бір қызығушылығын тауып, осы чат арқылы олар өстіп араласады. Сендерде Америкада қалай, бізде осылай деп суреттермен, видеода осы видео арқылы, видеозвонок арқылы фотолар жіберіп, өстіп оқушылар бір-бірімен өзі сол ағылшын тілінде сөйлеседі. Ағылшын тілінде еркін сөйлесе алады. Осы чат қазір бізде оқушылардың барлығында, жаңағы топта, кружокта болған оқушылардың барлығында бар. Әрине бұл чаттағы сөйлеу этикасы барлығы қаралып отырады. Так, 3 жобамыз бізде мына жоба жүргізушілер, жаңа айтып кеттім, ел тану арқылы оқушыларға енді ағылшын тілін меңгерген кезде тек қана ел тану, бұл елде қандай екен, кез келген ел, мысалы Англияны бүгін алды, сол Англияны толық зерттеді. Ертең келесі сабақта мысалы басқа Индияны алса, сол ағылшын тілінде осы елдерге кино көрсетіліп, жаңа Индияның нелері, өсімдіктеріне дейін барлығы тек қана Индия бойынша болды. Мысалы, қай елді таңдайды, қай ел тұрғыларда жоспарларында сол бойынша өткізіледі. Так, шығармашылық бойынша, шығармашылықта нарықта енді сурет салуда болады, бұл жақта топ енді кіші топтан басталады. Шығармашылық бұл бізде 5-ші класстар, бұл жақта енді жақын саған түсін, қандай не шығармашылық жасау болады. Мектебімізде нелер өтеді ғой, эко-жоба болсын, мысалы оқушылардың суреттер көрмесі болсын, ол жақта осыған бізге ағылшынша дайындап береді, осы кружокта да. Ары қарай пресса орталық дейді, бұл жақта бізде 9 мен 10 сынып оқушыларға қатысады. Мысалы, бізде бір іс-шара өтетін болса, олар 3 тілде осы іс-шараның бізде презентациясында, оформлениесінде, пригласительностың бәрі өстіп жасап береді осы бір жоба арқылы. Так, әрине жұмысты бастаған кезде біз бағана айттым, сауалнама алдық, оқуға ниет білдірушілер жақта ата-аналарға да, мұғалімдерге де, оқушыларға да өстіп жіберілді сауалнама. Таңдап отырған мінекей негізі 7 бағыт болған бізде ағылшын тілін үйретуде. 3 осы ел тану, пресса орталық және шығармашылық бағыты жоғары көрсеткіштер көрсетіп, осы арқылы оқушыларымызды үйретіп отырмыз. Әрине де біз серіктестермен байланыста отырамыз. Бұл жақта Талдықорған қаласындағы бізде
ЦПМ, ПШО бар, иә, ол жақта бізге ақылдасып, олармен шешіп, бізде осындай тақырыпта қиындық тудырып отыр, бізге семинар бірдеме көрсетіп, іс тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздерші деп бірнеше осындай мектеп ішінде шақырып, бізге вебинар, семинар, курстар дайындап әзірлеп берген. Назарбаев ниш бізде де Талдықорған қаласында. Бұл жақта олардың кітапханалары, енді біздің мектепте кітапханаға қарағанда әрине де өте көп қазақта ағылшын тілінде жүргізілетін кітаптар бар. Осы виртуалды кітапханасы болсын, былай да оқушыларымыз кітап алмасып, ағылшынша сол тура сыныптағы оқушылармен де сөйлесіп, әңгімелесіп, қалай осындай жетістікке жеттің деп солай мүмкіндік бар. Ильяс Жансүгіров атындағы университет бізде, бұл жақта практиканттар бізге келеді, өздерінің оқыту платформаларымен біздің мектептегі жаңағы кружоктағы оқушыларға сабақтарын көрсетеді. Және языковая школа Юник, бұл ағылшын тілін үйретудегі осы кружокта мысалы жүрген балаларға олар скидкаларын жасап өздері тілдік мектебіне, Юник тілдік мектебіне жеңілдіктер жасап, IELTS-қа жоғары балл алуға осындай көмектеседі. Так, ары қарай енді тілдік мектеп жобасын әрине де жол картасын жасап, план жасап, бәрін әзірлейміз. Оны біз облысқа да шықтық, алдымен енді қала мектептерінде көрсеттік, содан кейін облыс көлемінде де осы жобаны қорғап шыққанбыз біз. Енді жоба болғаннан кейін міндетті түрде жобаның басқа жұмыстың айырмашылығы ең соңында міндетті түрде өнім шығу керек, результат шығу керек, қандай нәтиже болады соңында деген сөйтіп бастау керек. Бұл жақта біз 2 оқу жылын алдық. Ағылшын тілін онлайн сабақтарын оқыту бағдарламасы әзірлеп отыр. Енді мен мұғалімдерім мектеп базасында педагогтарды ағылшын тілін оқытуда озық технологияларды оқыту үшін әдістемелік алаң ұйымдастырылады. Мен жаңа айтып отырмын, қала деңгейінде, облыс деңгейінде біз басқа мұғалімдерге де осы жоба бөлісіп, біздің идеямызды басқа мектептерде алып, жақсы жүргізіп жатыр. Оқушылардың коммуникативті қабілеттерін шетелдік құрдастармен қарым-қатынас арқылы дамиды. Бағанағы лингва чат туралы мен сіздерге айтып кеттім. Ағылшын тілінде еркін сөйлейтін оқушылар санын көбеюі нарықта енді күтілетін нәтиже болғандықтан соңында өнім бізде қазір жай ғана ағылшын тілін сабақты оқыту бойынша емес, еркін сөйлеу, дұрыс сөйлеу пайызы қазір осы кружоктағы 50 оқушымыз нақты свободно дейміз ғой, ағылшын тілінде сөйлей алады. Ары қарай енді осы жобамыз оқушыларға ұнағаннан кейін, ары қарай мектепшілік бізде бала және театр жобасы ашылды. Бұл жақта жаңағы фильмдер көру арқылы оқушылар бізге ағылшын тілін апталығында болсын, бізде тағы шығармашылық апталықтарда оқушыларымыз ағылшын тілінде театрлық қойылымдар және ертегілер қойып жүргізіп жүр. Мінекей осы сіздерге бөлісейін дегенім, жақсы жүріп жатқан жобамыздың бірі. Әрине бірнеше жоба бар ғой, өзім жүргізіп жатқан осы ағылшын тілінің тілдік мектеп жобасы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Рахмет, Маржан Жаңабаевна. Сіз тек қана бір жобаның мазмұнын ғана емес, мектеп басшысы ретінде оны қалай бақылап басқару керек, оның маңыздылығы жайлы жақсы практикаңызбен байланысты тәжірибеңізбен бөлістіңіз ғой деп ойлаймын. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса. Ал әріптестер, онда келесі біздің спикеріміз Еспаева Айнұр Жолсейітовна қазір өзін таныстырып, ары қарай бізді ойын жалғастырып кетеді. Қош келдіңіз. Ал Айнұр Жолсейітовна, бастай беріңіз, өзіңіз таныстырып өтсеңіз бірден. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар, Ділдәхан Қыраубекұлы. Мен Алматы облысы Жаңа ауданы Мыңбаев ауылындағы орта мектебінің мектеп басшысымын. Еспаева Айнұр Жолсейітовна. Мен бүгінгі әкелген тақырыбым... Бір минут, Айнұр Жолсейітовна, кешіріңізші, бір минут. Сіздің видеоңыз енді қосылды. Видеоңызды қосуды ұмытпаңыз, себебі запись кезінде ол өте қажет. Ал жалғастыра беріңіз, сұраймыз. Саламатсыздар ма, Ділдәхан Қыраубекұлы.
Саламатсыздар ма әріптестер. Біздің бүгінгі өзім таныстырып өтейін, Мыңбаев ауылындағы орта мектебінің мектеп басшысы Еспаева Айнұржол Сейітовна. Мен бүгінгі тақырыбым жаңағыдай мектептің моделімен таныстырғым келіп отыр. Бұл мектептің моделін уақытпен үндес мектеп деп атадық. Яғни уақытпен үндескен мектеп бұл заманауи қоғам талабына сай жасалған жаңағыдай технологияларды, цифрлық мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды үйлестіре отырып оқушыларды болашаққа бейімдейтін мектеп үлгісі болып табылады. Енді біз мектептің өзекті мәселесін айтып өтейін. Бұл мектептің өзекті мәселесі жасанды интеллект дәуірінде құндылықтарға бағыттаған сапалы оқыту үдерісі арқылы функционалды және цифрлық сауатты білім алушы тұлғаны қалыптастыру. Ал мектебіміздің мақсаты бұл құндылықтарға негізделген сапаны білім беру үдерісі арқылы функционалды цифрлық сауатты сыни тұрғыдан ойлайтын және қоғамға адал қызмет ететін тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Ал мектебіміздің миссиясы болса, бұл бір сөзбен айтқанда ұлттық болмысты сақтау, тұлға қалыптастыратын ортаны қалыптастыру болып табылады. Енді біз мектебіміздің жаңағы әр уақытта біз мектептің бағдарлама паспортын жасаймыз. Бұл мектептің бағдарлама паспортында біз мектептің тарихын, ерекшелігін, мақсат міндеттерін, күтілетін нәтижесін, іске асыру механизмдерін белгілеп аламыз. Яғни бұл жерде ең бірінші біз мектептің өткен оқу жылына свод талдау береміз. Свод талдау жасау арқылы біз мектептің мүмкіндіктерін, жаңағыдай қауіпті жақтарын және осы күнге талдау жасай отырып мектептің проблемалық өрісін табамыз. Яғни бұл жерде біз әсіресе миссиясын бірінші белгілеп алуымыз керек. Бұл миссия біздің мектептің қазіргі басты миссиясы бүгінгі күнге және пайымын, яғни мектептің болашақтағы бейнесін ертеңгі күнге дейінгі болашағын дайындап аламыз. Бұл жерде біз көбінесе мектептің дамыту бағдарламасының мақсаты индикаторлар ретінде нені аламыз? Яғни бұл жерде мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту, педагогтарды әдістемелік сүйемелдеу, материалдық техникалық базаны нығайту, жас ұрпақтың азаматтық белсенділігін арттыру, білім сапасын бағалау және биылғы адал азамат біртұтас бағдарламасы, тәрбие бағдарламасын іске асыру болып табылады. Ол жұмыстарды ары қарай іске асыру мерзімдерін белгілеп отырып, біз бұл жерде әлеуметтік серіктестікті дайындауымыз керек, яғни қандай қоғаммен байланысты жүргізуіміз керек. Бұл жерде даналық мектебі, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы, жергілікті қауымдастық және жоғарғы оқу орындарымен әрекеттестік, әлеуметтік серіктестік мектеп имиджін көтеру болып табылады. Енді модельдің мазмұндық ерекшелігіне келсек, бұл ең бірінші білім беру миссиясы, негізгі принциптері, ұйымдастыру, оқу процесінің ерекшеліктері, мектеп мәдениетіне тоқталып өтеміз. Яғни мектептің білім беру миссиясында біз уақыт талабына сай бейімделуіміз керек. Оқушы тұлғасын жан-жақты дамуын қамтамасыз етуіміз керек. Функционалды сауаттылық пен өмірлік дағдыларды дамытуымыз керек. Soft skills пен hard skills дағдыларын дамытуымыз керек. Мамандыққа бейімдей отырып, кәсіптік бағдар беруіміз керек. Негізгі принциптеріне біз жаңашылдық пен дәстүрдің үйлесімін, цифрлік трансформация мен адами құндылықтар үндестігін, икемді білім беру ортасын қалыптастыруымыз қажет. Ал ұйымдастыруда біз жаңағыдай көбінесе инновациялық білім беру технологиялары AR, VR, содан кейін барып AI, сонымен бірге смарт душ, көптілді орта және мәдениетаралық коммуникацияны, педагогтың көшбасшылық рөлі мен үздіксіз кәсіби дамуын ұйымдастыруымыз қажет. Ерекшеліктеріне келсек, бұл тұлғаның жеке даму траекториясын белгілеуіміз керек. Зерттеулік жобалық практикалық әдістерін, STEAM білім беруде негізделген кросс пәндік байланыстарды, коворкингті ұйымдастыруымыз керек. Мектеп мәдениетіне келсек, бұл психологиялық жайлылық, ашық қарым-қатынас, құндылықтарға негізделген тәрбие, адал азамат, оқушы ата-ана мұғалім арасындағы ынтымақтастықты көрсетуіміз қажет. Енді бұл жерде мектептің білім сапасына жаңағыдай
тоқталып өтпей ақ қояйын. Ары қарай біз мынау көбінесе мектептер мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттырумен, қазіргі кезде аттестация кезінде ең бірінші авторлық бағдарламалар жазумен айналысады. Яғни бұл жерде бізде мектепте шығармашылық орта бар. Сол шығармашылық ортада жаңағы мұғалімдер өздерінің жаңағыдай ғылыми жұмыстарын пайдалана отырып, ғылыми жұмысқа икемделу арқылы өздерінің әр пән бойынша авторлық бағдарламаларын ұсынады. Көбінесе мектепте бұл жас мамандар мектебі жұмыс жасайды. Яғни жас мамандар мектебінің жұмысында біз бірінші жаңағы қадам жобасын алдық. Бұл қадам жобасы жаңадан келген жас мамандар біздің Алматыға жақын орналасқандықтан бізде жылда жас мамандар университеттерден келеді. Себебі біз Назарбаев жоғарғы білім беру мектебі арқылы Алматы облысының 3 мектебі Астанада оқып келгенбіз, жоғарғы оқу орындарымен курс оқып. Сол кезде біз жаңағы 6 жаңағы жоғарғы оқу орындар, яғни АГУ, ЖНПУ, содан спорт туризм академиясы, СДУ университеті, содан Талдықорғандағы Жүргенов, Жетісу университеті, Шет тілдер университеті, осы 6 педагогикалық университеттермен бірлесе отырып, біз кадрларды дайындау, кадрлар арқылы бағдарламаларға сарапшы ретінде ену, сонымен бірге жас кадрлардың мектепке келгеннен кейін ары қарай солардың жұмысын мектепте орнықты жұмысқа бейімделуіне жұмыс жасаймыз. Бұл жерде біз жаңа жеке даму картасын мен жұмыс жасаймыз. Содан оқу мен оқыту, сабақтастық, құндылыққа бағдарланған білім, функционалдық сауаттылығын, цифрлық сауаттылығы педагогтың құзыреті ретінде және сонда рефлексия ретінде алып отырмыз. Бұл жерде біздің мақсатымыз қандай? Жас педагогтың кәсіби дамуын қолдау керек, әдістемелік шеберлігін жетілдіруіміз керек, жаңашылдық пен шығармашылыққа бағыттауымыз керек. Яғни бұдан қандай күтілетін нәтижелер? Яғни кәсіби құзыретті мұғалім қалыптасады, әдістемелік дағдылары дамиды, заманауи технологияларды қолдана алады, оқушы жетістігіне ықпал ететін жас мамандарды қалыптастырып шығамыз. Енді біздің мектебімізде бірнеше жобалар бар, соның біреусі мынау табысты 50 мектеп жобасы. Бұл Алматы облысында бізде 50 мектеп жобаға кірген болатынбыз. Сол табысты 50 мектеп жобасы аясында тірек мектептермен бірлескен жұмыс жасаймыз. Яғни біз аудандағы басқа да мақсатты мектептерге қолдау көрсете отырып, өзіміздегі жаңағы мектептегі мұғалімдердің жаңа құрылған модификациялық кабинеттер арқылы жаратылыстану бағыттағы пәндерді ғылыми түрде оқытуды енгізіп отырмыз. Яғни бұл жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, қаншама облыстық семинарлар өткізілді, аудандық семинарлар өткізілді. Біз көбінесе облыстық семинарларда табысты 50 мектеп жобасы аясында жаратылыстану пәндерін зертханалық лабораториялық жұмыстардың қалай орындалып жатқандығын көрсете аламыз. Одан кейін бізде экожүйедегі өнімдік пирамидасы жобасы, бұл жаңағы жаратылыстану пәндері мұғалімдерінің оқушылармен жоба жұмысын жүргізіп жатқандығын көрсетіліп тұр. Бұл да біздегі жаңа мектептегі сабын жасау технологиясы, жаңағыдай бидай өскін қалай жаңағыдай лабораториялық дәрежеде балалар өздері өсіріп көрсеткенін көріп отырсыздар. Мектебіміз сонымен бірге дарынды балалардың ордасы, себебі бізде мектепте көптеген оқушыларымыз ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысып, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарда өздерінің жаңағыдай жетістіктеріне жетіп отыр. Енді мынау тәрбие бойынша бізде азамат жобасы бар, этнобренд жобасы бар, ата-аналармен бір күн жобасы бар, содан даналық мектебі жобасы бар. Бұл мектептегі жобалардың бәрін біз көбінесе жаңағыдай қоғамдастық арқылы, жаңағыдай ауылдағы мекемелер арқылы бірге бірлескен жұмыс жүргізіп отырамыз. Сонымен бірге бізде мынау құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша ауданда үлкен жұмыстарды жүргізіп отырамыз. Яғни бұл жерде үздік ұлан басшысы, жыл үздігі төс белгісі және Алматы облысының бала өкілі біздің мектептің оқушысы болғандықтан көптеген жаңағыдай тәрбиелік іс-шараларға қатысып, өз жаңағыдай белсенділіктерін көрсетіп отырады. Енді бізде жаңағы уақытпен үндес мектепте отырмыз ғой, бұл жерде біз ең бірінші
заманауи технологиялар мен ұлттық құндылықтардың ордасы болуды қалаймыз. Шығармашыл тұлға тәрбиелейтін инновациялық орта болуды алдымызға мақсат міндет қылып аламыз. Тәрбие саласында ұлттық рух пен әлемдегі білімді құштар дамытатын көп қырлы кеңістікті ортаны қалыптастыруды мақсат етеміз, және әр баланың қабілетін ашатын мүмкіндіктер мектебі ретінде әртүрлі жобаларды мектепте жалғастырып жүргізіп жатамыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі менің жаңа тақырыбым уақыт пен үндес мектептің моделін құра отырып, жаңа мектептің өзекті мәселесі мен мектептің миссиясын орындау үшін биылғы оқу жылының басында біз мектебіміз үздік ауыл мектебі облыстық конкурсына қатысып, жаңағындай номинациямен марапатталып, алға шыққанымызды сіздерге айтайын дегенмін. Міне осы 5 минут уақыт берілген ішінде мен сіздерге мектебіміз туралы таныстырып өттім. Рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар. Рахмет, Айнұр Жолсейітовна, көп рахмет. Ал әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? Айнұр Жолсейітовнаға өзінің жақсы тәжірибесімен бөлісті. Жақсы практиканың бар екені көрініп тұр. Қандай сұрақтарыңыз бар? Ал кішкене ойларыңызды, пікірлеріңізді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Өзімді алдымен таныстырып өтейін. Мен Жамбыл облысы Байзақ ауданы Ғазиз Байтасов атындағы Трек мектебінің директордың әдістемелік іс жөніндегі орынбасары Әкімбаева Перизат Нұрбақытқызы. Бүгінгі менің баяндамам тақырыбы біліктілік пен шеберлік мұғалімнің үздіксіз дамуының формуласы. Қазіргі уақытта уақыт өзгерген сайын білім беру кеңістігі де жаңарып, қоғамның ұстазға қоятын талабы арта түсуде. Бүгінгі мұғалім тек пәнді меңгерген маман емес, ол зерттеуші, жаңашыл, ізденімпаз, өзгерістерге бейім тұлға болу қажет. Яғни білім беру жүйесінде сапа мұғалімнің кәсіби деңгейіне тікелей байланысты. Сондықтан біліктілік пен шеберлік мұғалімнің үздіксіз дамуының басты формуласы болып отыр. Біліктілік теория мен тәжірибенің үйлесімі, ал шеберлік сол білімді шабытпен жүзеге асыру өнері. Бұл екеуінің тоғысқанда кәсіби білікті шебер ұстаз тұлғасы қалыптасады. Мұғалімнің дамуы тоқтаған кезде оқушының дамуы да тежеледі. Яғни сол себепті үздіксіз білім алу, тәжірибесін жаңарту, ізденіс үстінде болу қазіргі педагогтың өмірлік ұстанымы болуы шарт. Бүгінгі баяндама мақсаты мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен педагогикалық шеберлігін жетілдірудің үздіксіз даму моделін айқындау, яғни заманауи талаптарға сай жаңашыл педагог бейнесін қалыптастыру жолдарын көрсету. Біліктілік пен педагогикалық шеберліктің өзара байланысын ғылыми және тәжірибелік тұрғыда талдау, үздіксіз кәсіби дамудың қажеттіліктерін дәлелдейтін формаларды айқындау, яғни күнделікті біздің оқу процесінде lesson study, менторинг, яғни цифрлы коучинг сияқты заманауи даму платформаның қолдану жүйесін талдау, шығармашылық пен зерттеушілік бағытындағы педагогикалық мәдениетті қалыптастырудың жолдарын ұсыну арқылы, яғни біз біліктілік пен шеберлік тоғысқан жағдайда шебер кәсіби педагогтың формуласын көре аламыз. Біліктілік пен шеберлік мұғалімнің кәсіби болмысын айқындайтын егіз ұғым. Яғни біліктілік ұстаздың білімінің тереңдігі, пәндік және әдістемелік сауаттылығы, тәжірибелік дағдылардың жүйесі. Бұл педагогтың кәсіби сенімділігін қалыптастыратын тірек. Яғни шеберлік ол сол білім мен тәжірибесін шығармашылықпен пайдалану, әр сабақты шабытқа айналдыру өнері. Яғни біліктілік мұғалімге не істеу керегін үйретсе, шеберлік қалай істеу керектігін меңгертеді. Осы екі қасиет бір-бірімен ұштасқан жағдайда, яғни кәсіби деңгейде мұғалім көтеріледі. Пәнін жетік меңгерген, бірақ оны оқушыға әсерлі жеткізе алмайтын педагог ол білікті мұғалім. Ал сол білімді оқушының жүрегіне жеткізе алатын ұстаз шебер педагог. Сондықтан
біліктілік іргетас болса, ал шеберлік сәулет іспетті. Яғни осы екеуінің бір-бірінсіз, яғни толыққанды нәтиже бермейді. Жаңартылған білім мазмұны, цифрлық орта, оқытудың жаңа стандарттары, мұның барлығы педагогтан белсенді кәсіби серпіліс пен ізденісті талап етеді. Мұғалім өз тәжірибесін үнемі саралап, рефлексиялық талдау жасап отыруы қажет. Яғни сабақтан кейін не сәтті болды, қай тұсты жетілдіруге болады, келесіде нені өзгертемін деген сұрақтарға шынайы жауап іздеу, яғни кәсіби дамудың негізгі тетігі болып табылады. Қазіргі білім беру кеңістігінде мұғалімнің рөлі түбегейлі өзгерді. Бұл бүгінгі ұстаз тек ақпарат жеткізуші емес, үйренуші, үйретуші және зерттеуші тұлға болып табылады. Яғни үйренуші мұғалім жаңа ақпаратқа ашық, үнемі ізденіс үстінде болады. Ал үйретуші мұғалім алған тәжірибесін әріптестермен және оқушылармен бөліседі. Ал зерттеуші мұғалім ол өз тәжірибесін зерттеп, тиімді әдістерді айқындайды. Осы үштік роль мұғалімнің кәсіби мәдениетін дамытып, оның шығармашылық әлеуетін күшейтеді. Яғни әрбір ұстаз өзінің кәсіби жолында 4 маңызды бағытты назарда ұстауы қажет. Оның біріншісі өзін-өзі тану, өз қабілетін бағалау, кәсіби деңгейін саралау. Өзін-өзі дамыту, жаңа әдіс, технология және білімін көкжиегін кеңейту, өзін-өзі жетілдіру, тәжірибені талдап, нәтижелікті арттырады. Өзін-өзі іске асыру, алған білімін және қоғам мен шәкірт арасында игілікке жарату болып табылады. Қазіргі заманда мұғалімнің кәсіби дамуына арналған түрлі тиімді бағыттар бар. Яғни кәсіби оқыту қауымдастығы мұғалімдердің ортақ мәселені талқылап, тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді. Онлайн курстар, вебинарлар педагогтардың уақыты мен кеңістігінде тәуелсіз түрде кәсіби білімін толықтыруға жағдай жасайды. Сонымен қатар коучингтер, жас мамандарға тәлімгерлік жасау, бұл жас мұғалімдерге бағдар беріп, ұжымда толыққанды сенім мен мәдениетті нығайтады. Сонымен қатар рефлексиялық сессиялар мұғалімнің өз тәжірибесін бағалауда, ал ғылыми шығармашылық жобалар зерттеушілік мәдениетті дамытуға жол ашады. Жалпы мұғалімнің білікті мұғалімнің педагогикалық қызметті сапалы атқаруға қажетті кәсіби білім, дағды және тәжірибесін жинақтайды. Олар келесі бағыттар бойынша дамиды. Бірінші, әдістемелік дайындық, одан пәндік білім, психологиялық сауаттылық, цифрлық сауаттылық арқасында, яғни мұғалімнің кәсіби біліктілігі артады. Шебер мұғалім, яғни тәжірибе мен жаңашылдықтың, ғылыми әдістемелік мақала жазу, сонымен қатар зерттеу және жобалық жұмыстарға қатысу арқылы көрінеді. Мұғалімнің кәсіби дамуын қолдайтын механизмдер, яғни аттестациялау жүйесі, педагогтардың мәртебесі туралы заң, пәндік әдістемелік бірлестіктер және цифрлық платформалар қазіргі таңда жасанды интеллект кең ауқымды алып жатыр. Яғни жасанды интеллект бойынша сабақтарында қолдану арқылы мұғалім өзінің ізденісін одан ары жақсартады. Қорыта келгенде, мұғалімнің кәсіби дамуы үздіксіз қозғалыс, мәңгілік ізденіс, біліктілік пен шеберліктің үйлесімі, ұстаздың кәсіби болмысын қалыптастырып қана қоймай, білім сапасының деңгейін айқындайды. Бүгінгі педагог жаңашыл ойдың иесі, заманауи құралдың меңгерушісі, ұлт руханиятының қорғаушысы. Сондықтан мұғалімнің үздіксіз дамуы бұл жеке жетістік емес, ұлттық білімнің даму кепілі. Нағыз ұстаз өмір бойы үйреніп, дамуға ұмтылатын тұлға болып табылады. Қазіргі кезде үйренуден жалықпаған ұстаз ғана ұрпаққа шамшырақ бола алады деп келтіргім келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі менің баяндамам осы. Рахмет Перизат Нұрбақытқызы, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге шығармашылық табыс тілейміз. Өте маңызды күнделікті мектеп әкімшілігі жүргізілетін жұмыстардың ішіндегі маңызды аспектілерге тоқталдыңыз ғой деп ойлаймын. Әріптестер, сұрақтарыңыз? Бақытжан Мұхтарұлы, өзіңізді толық таныстырып өтіңіз. Тақырыбыңызды, мектебіңізді, лауазымыңызды. Слайд-шоуға қоюды ұмытпасаңыз, анау слайд-шоу деген тұр. Слайд-шоу деген анимация. Сәлеметсіздер ме, құрметті бүгінгі семинарға қатысушылар. Мен сіздермен мен өзім Өскемен қаласы
Шығыс Қазақстан облысында нөмір 46 орта мектебінің директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары, 34 жыл стажым бар мектеп өтілі, бірінші санатты директордың оқу тәрбие орынбасары, биология пән мұғалімі, педагог зерттеушімін. Енді бүгін сіздерге ұсынбай отырғаным мектепшілік бақылау жоспарын тиімді жоспарлау, оқу әдістемелік құралдың маңызы туралы сіздермен бөліскелі отырмын. Бұл мектепшілік бақылауда менің мынандай оқу әдістемелік құралдың жазу маған көмекші болған, мен Ыбырай Алтынсарин ұйымдастырған мектепшілік бақылаудың нұсқаулығын жазуда жұмыс тобының мүшесі болған. Сол кезден жаңағы мектепшілік бақылаудың жаңағы өте ауқымды екен, жаңадан келген және жас директорларға тиімді болу үшін мен осындай құралды жазуды мақсат еттім. Бұндағы алғашқы мақсатым оқу тәрбие сапасын арттыру, мектепшілік менеджментті дамыту, сапалы білім, нәтижелі тәжірибе және тиімді басқару. Өзектілігі мектепшілік бақылау бұл ішкі бақылау жүйесі болып табылады. Жаңадан тағайындалған директор орынбасарларға жоспарлау өте қиын, ізденуге көп уақыт алады. Екіншіден, нормативтік құжаттар, құқықтық актілер толық қамтылып тексерілмегендіктен көпшілік мектептер мемлекеттік аттестациядан өтпеуі, білім сапасының төмендеуі, дарынды білім деңгейі төмен оқушылармен жұмыстың жүйесіздігі, мұғалімдердің кәсіби өсуі, бірізділікке қойылмауы. Енді бұндағы жаңашылдық бұл аналогы жоқ, бақылау жүйесінің кешенді әдістемесі ұсынған, бірнеше жылғы практикада қолданған мәселелерді шешуде қолданатын тақырыптар, нұсқаулықтар берілген, және дәстүрлі әдістер мен цифрлық технологияны үйлестіріп қолданылуға мүмкіндік бар. Бұл тексеру емес, бағыт беру, талдау жасау, бірге өсу мәдениеті қамтылған. Бұл жерде жаңағы Дейл Карнегиннің жаңа мұғалімдермен қарым-қатынас, оқушымен қарым-қатынас жасау барысында Дейл Карнегиннің мотивациялық 10 ережесі де осы әдістемелік құралда қамтылған. Енді бұл жерде көріп отырғандай мазмұны берілген, мазмұны 3 бөлімнен тұрады. Бірінші кіріспе бөлімінде бұл жердегі жоғарғы жағында көріп отырсыздар, осы 6 бағыттағы қамтылғанның барлық теориялары кіріспе бөлімінде аздап берілген. Екіншісі негізгі бөлімде мектепшілікті бақылауды жоспарлау. Бұнда бірінші мектепшіліктің 6 бағыты бойынша мына жерде көрсетіліп тұр сіздердің алдарыңызда. 6 бағытты бақылау жоспары берген, 6 бағытты қамтитын тақырыптар және мақсаттары берілген. Екінші несінде бұлда бақылау түрі, қаралу орны, бақылаушылық шешім, екінші бақылаудың үлгілері берілген, анықтаманы, енді осы тексеруден кейін анықтамалардың бірнеше үлгілері, сабақты талдау бөлімі берілген. Бұл жерде пән мұғалімдерімен де семинар өткізуге болады осы әдістемелік құралды пайдалана отырып. Және де цифрлық платформалардың тиімділігі туралы да жазылған. Бұнда Padlet, Google форумды. 6-шы оқу әдістемелік құралдың тиімділігі берілген. Келесі. Енді бұл жерде мектепшілік бақылаудың 6 бағыты бойынша тақырыптар мен мақсаттары қалай енді тексеріледі. Бірінші, білім туралы заңның талаптарын орындалуын бақылауға байланысты бұл жерде 5 түрлі құжаттар берілген. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын орындалуын қадағалауға және 6 түрлі недер берілген. Мына жерде мен тағда недерді көрсеткім келіп отыр. Жерден шығып қайтадан. Бұл жерде мен енді мектепшілік бақылауда қалай жүзеге асырам. Мектепшілік бақылауда жаңағы жылдық бақылау жоспарымда бірінші нормативті құжаттардың орындалуына байланысты мынандай мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын қадағалау бойынша міне осынша 8 түрлі құжатты тексеруге, Қазақстан Республикасының білім туралы заңның талаптарының орындалуына байланысты бұл жерде 7 құжат тексерілуі, мектептің ішкі нормативті құжаттардың заңнамаға сәйкестігін тексеру барысында бұл жерде 5 құжатты тексерілуі, оқушылардың жеке қағаздарын дұрыс жүргізуін қадағалауға байланысты 3 және инклюзивті білім беруін қадағалауға жаңағы 1 құжатты қалай тексеру керек екендігі толық қамтылған. Сонымен қатар келесі енді бұл жерде мектепшілік тақырыптары қалай жүзеге асырылады. Мына көріп отырғандай бұл жерде алдарыңызда мектепшілік бақылау
мектепшілік бақылаудың жаңа нормативтік құжаттарды мен мектепшілік бақылауда қалай жүзеге асырамын, осы толық осы оқу құралында берілген. Оқу процесінің сапасын бақылауда әрбір жерде мынандай тақырыптар беріліп отыр. Тақырыптар, мысалы үшін мақсаттарымен беріліп тұр. Қандай тақырыптар алуға болады? Мектептің жаңағы лицей ме, жалпы мектеп пе, жаңағы тағы басқадай мектептерге өздеріңізге қажеттісін осы жерден жаңағы нақты тақырыптарды қамтылуға болады. Енді оқу зерттеу қызметі білімдегі олқылықтардың әрбіреуіне, әрбір 6 бағытқа толық жаңа тақырыптар, мақсаттары толық берілген. Енді оқу зерттеу қызметі де сол сияқты жаңағы оқу зерттеу қызметінде де қандай тақырыптар алуға болады және қандай мақсатта алуға болады, осыларын толық көруге болады. Сонымен қатар жаңа тәрбие де бар, мектепшілік, шеберлік, мұғалімдердің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайын деңгейін бақылауға да арналған осындай жаңа тақырыптар толық қамтылған, және мақсаттарымен бірге. Енді бұдан басқа тәрбиеде берілген, бұдан басқа бұл жерде бақылау әдістері қандай? Көбінесе жас келген өзімнің басымнан өткеннен кейін бұл жерге мен толық жинақтап қойдым. Бақылау түрлері, қандай бақылау түрлері бар, соны қалай алуға болады, оның мақсатын қалай қоюға болады, осы жерде көруге болады. Сонымен қатар әдістері, бақылау әдістері, қандай әдістері бар? Әдістерінде жаңағы өзі қиналып қаласың, қандай бір мені тексеру кезінде жаңа қандай әдістер бар еді, және оны қалай пайдаланамыз, толық бұл жерде қамтылған. Тағы да қара орны, және қара орны қай жерде қаралу керек? Міне қара орны, оның нәтижелері қандай ұсыныстар жасауға болады? Толық жаңағы осы жерден басқарушылық шешімді қалай шешеміз? Жаңағы не істеуге болады? Сол толық ақпарат осы жерде жазылған. Екінші бақылауды қай кезде аламыз? Мысалы, екінші бақылауға қай кезде жүргізуге болады? Сол сияқты анықтамалардың жазу үлгілері де берілген. Анықтаманың мына жерде 8 түрлі үлгісі беріліп тұр. 8 түрлі үлгісін мұнда алуға болады. Анықтама жазу үлгілері. Міне үлгілері берілген. Алфавиттік кітапты қалай тексеруге болады? Оқу тәрбие жұмысын басқару мен бақылауды ұйымдастыру бойынша анықтамаларды қалай жазуға болады? Онымен пәндер бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспарды тексергеннен кейін жылына 2 рет тексереміз ғой. Қыркүйекте және қаңтарда. Сол кезде қалай анықтаманы жазуға болады? Жалпы сыныптық бақылаудың анықтамасын қалай жазуға болады? Одан кейін келесі жұмыс дәптерлерін тексерген кезде анықтама қалай болады? Әдістемелік жұмысты тексеру бойынша. Одан кейін жаңадан келген мұғалімдердің сабақтарына кіру нәтижелері бойынша. Одан кейін пәндер бойынша дәптер тексеру, әрбір пәннің қалай тексеруге болатыны. Педагогикалық үрдіске атсалушылардың өмірі мен денсаулығын қорғау бойынша анықтамалары да осы неден алуға болады. Келесі бөлім менде сабақты талдау. Сабақты талдау бөлімінде бұл жерде директордың орынбасарлары семинар өткізуге болады. Сабақтың қандай түрлері бар, және оны қалай талдаймыз, рефлексияны қалай жасаймыз. Одан кейін мұғалімнің сабағына қатысқаннан кейін жүргізілетін әңгімеде қойылатын сұрақтар тізімі де берілген. Мысалы үшін сабаққа қатысуға бардыңыз, сабақтан қатысудан кейін талдау кезінде қандай сұрақтар қоюға болады? Қатысқан сабақты жалпы бағалау, қалай бағалай аласыз? Соның неге бағытталған жаңа нұсқаулығы беріліп тұр. Сабақты талдау картасын енді сабаққа қатысқан кезде бізде мынандайды мен өте жақсы пайдаланып жүрмін. Өзімнің тәжірибемде мен 3-ші жылға кетті. Маған осы қатты ұнады. Бірнеше бақылау парақтары бар ғой. Бақылау парағының ішінде осы маған өте жақсы ұнады. Себебі педагог шеберде жаңағы талқылап шыққаннан кейін неше ұпай екен, педагог зерттеушіде сәйкес келе ме, келмей ме, сіз қай жеріңізді жетілдіру керек деген сияқты осы өте маған қатты ұнады. Мен осыны сабағымда пайдаланып жүрмін. Енді мұғалімнің өткізген сабақты талдау түрлері, өз сабағыңды қалай талдайсыз, рефлексияны қалай жасауға болады, сабақтың таңдаудың қандай түрлері бар қазір, құрылымдылық таңдау, сабақты толық жоспардың үлгісі қалай болу керек, сабақтың мазмұнын қалай талдау керек, үй жұмысын қалай талдаймыз, санитарлық гигиеналық жағдайдың психологиялық талдауы,
әдістемесі талдау, осындай бірнеше талдаудың барлығы толық қамтылған. Келесі сабақты талдау түрлері кетті. Келесі бізде енді осы цифрлық платформаларды біз қалай жүзеге асырамыз, қалай осы тиімді болу үшін, және жылдам тез арада мұғалімге де орынбасары ретінде де тексеру үшін қалай тиімді басқара аламыз, кемшілікті қалай тез көре аламыз. Бізде мектебімізде 109 сынып комплектісі бар да 2600 бала болғандықтан бізде 170 мұғаліміміз бар. Сондықтан толық қамтылу үшін осы подряд тақтаға ТЖВ, БЖВ анализдерін жинақтауды жөн көрдім. Себебі ол мұғалімге де бұрын бірлестік жетекшілеріне жинайтығымыз, бірлестік жетекшілерден тексеру үшін ол кейбіреу жиналады, кейбіреу бермейді. Ал міне жерде мен WhatsApp арқылы мынау өткізген жоқ деп мына подряд тақтадан көре аламын. Енді бұны нақты подряд тақтаның өзін көрсетейін. Міне подряд тақтада менде 2023-24, 25-26, 24-25-25-26 жылғы толық жинақталып тұр. Жоғарғы жағына бірлестіктерін жазып қойдым, бірлестік жетекшілерін жазып қоям. Әрбір пән мұғалімдері міне жылдағысы осылай салып отырады. Мен бұл жерде қараймда, мына биылғы жылғыда салынды ма жоқ па? Міне математикадан әлі салынбаған, былтырғы жылғы 4-ші тоқсанның бойынша әлі тұр деп мен WhatsAppқа жазып отырам. 3-ші тоқсан міне. Осылай тексеруге оңай. Одан кейін әрбір БЖВ-ны ашып, анализін қараймын, қалай жасады бұл анализде. Бұл сыныпта егерде мен бізде төмен бақылауға қою керек сыныпты анықтайтын болсам, сол мұғалімнің ТЖВ-сын қараймын, БЖВ-сында қай жерде кемшілік кетті, қалай анализ жасады, соны толық қамтылуға мүмкіндік бар бұл жерде. Келесі бізде жаңа айтып өттім ғой, бізде өте көп мұғалім болғандықтан толық қамтылып бір жүйеге келтіру үшін БЖВ, ТЖВ талдауының жоспары қалай жасалыну керек. Бізде қатар сыныптан 10 сынып бар. 10 сыныпта, мысалы үшін биология пәнінен 10-ымыз 7-8 мұғалім болатын болса, 7-8-дің де балдары бірдей болу үшін осындай әрбір бірлестік осындай жоспарын бекітіп алады. Сол балдан ауытпауымыз керек. ТЖВ өткізу жоспарында қадағалаймыз, 125-ші бұйрықта 3 сабақтан артық бір күнде өткізуге болмайды. Сондықтан осындай жоспарды қадағалап, қалай жасау керек екен, және оны күнделік кезекке уақытында кіргізіліп тұрма, толық тексеруге мүмкіндік бар. Келесі жерде мониторинг. Мониторинг дегеніміз бұл белгілі бір үрдісті, жұмысты немесе көрсететін, нәтижені көрсететін жүйелі түрде бақылау, талдау болып табылады. Кемшіліктерді дер кезінде анықтау, нәтижені жақсарту үшін, шешім қабылдау үшін менде бірнеше мониторингтің түрлері бар. Мен педсоветте бүкіл мектептікін көрсетемін. Одан кейін осы мектептің әрбіреуінің жеке бастауыштама, орта буындама кетіп тұрған кемшіліктерді нақты анықтап, мектепшілік бақылауға қоюға болатын сыныптарды анықтап алам. Одан кейін қатар сыныптардың білім сапасын салыстырамын. Осы жерде төмен кетіп тұрған динамикасы төмендерді мектепшілік бақылауға не себептен төмен көрсетіп тұр, бұл жердегі мұғалімдер қандай, санаты қандай, аттестациядан өтті ме, әлде курстардан өтті ме, курстардан өтпесе жас мұғалімдер десе тәлімгеріне семинарлар, коучингтер осы жерде 5-ші мұғалімнің шеберлігін арттыруға коучинг семинарлар ұйымдастырамыз. Пәндік есепті үнемі жүргізіліп отырылады, және резервте тұрған оқушылармен қалай жұмыс жүргізу керек, осы жерде кітаптан толық берілген. Келесі бізде енді бұның оқу құралымның практикалық маңыздылығы қандай? Бұл еңбек теория емес, тәжірибеден туған нақты құрал. Өз мектебінде сынақтан өткен жас директорлар мен тәжірибелі басшыларының өз жұмысына бағыт таба алады. Бақылау парақтары, сабақ талдау формалары, анықтама үлгілері бәрі нақты қолданысқа дайын. Сондықтан бұл құрал әр директор мен директордың орынбасары үстелінде жатуға тиіс көмекші құрал болып табылады. Нәтижесінде жоспар жасауда шатаспайды, сабаққа қатысу мен талдау кезінде неге назар аудару керектігін біледі, анықтама жазу, мониторинг, есеп беру формаларын бір жүйеге келтіреді, ең бастысы уақытты үнемдейді, бақылау сапасын арттырады. Мұғалімдердің кәсіби өсуі байқалады, білім сапасы көрсетіледі,
тәжірибе, тәрбие жұмыстарын жүйелі жүреді, мектеп ұжымында бірлескен жұмыс мәдениеті қалыптасады. Рахмет сіздерге, назарларыңызға көп рахмет. Қысқа 5 минут дегеннен кейін осынша қысқа қылып дайындадым. Егер де ары қарай толықтыру керек десе, ары қарай ашып айта бере аламын. Рахмет Бақытжан Мұхтаровна, өте көп рахмет. Рахмет. Мектеп басшысының, менеджердің, жалпы менеджменттің 4 компоненті бар десек, яғни жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және бағалау. Сіз осы 4 функциясына, 4 компонентіне де қатысты маңызды дүниелерге тоқталып өттіңіз, және ең басты құндылығы сіздің бұл өте тәжірибеңізбен тығыз байланысты екен. Мынау мектептерде әлі күнге шейін кедергі Республика облыстан өтті, республикаға кетті. Енді бекіп келсе, мен бұны сатылымға ма, айту қалай сіздерге бере аламын, соны айтсаңыздар өздеріңіз. Сол бойынша енді бұрын мен шығарғанымды мына өзіміздің Өскеменнің орталығында мен химия биологияны сабақ бергем. Сол жердегі менің әдістемелік құралымды мен магазинге сатып. Әріптесіміз Құрманбаева Жанаргүл Өмірзақовна. Өзіңізді таныстырып, мектебіңізді, қызметіңізді таныстырып бастай берсеңіз, сәттілік. Құрманбаева Жанаргүл Өмірзақовна, барсыз ба? Құрманбаева Жанаргүл Өмірзақовна. Ол кісі көрінбейді ғой деймін. Онда келесі. Майлиева Дариха Исаковна. Дариха апай, келесі. Майлиева Дариха Исаковна. Өзіңізді таныстырып, мектебіңізді, қызметіңізді, аты-жөніңізді толық айтып, бастай қойсаңыз, мен сіздің демонстрацияңыз шықты. Пока слайдықты басып, үлкейтіп қойсаңыз, әріптестерімізге ыңғайлы болар еді. Пока слайдықты басасыз. Дариха апай. Шықты ма, ағай? Шығып тұр, бірақ слайд болып тұрған жоқ, әшейін ғана шығып тұр. Пока слайдты, енді болды, дұрыс болды. Ал бастай қойыңыз, сәттілік, Дариха Исаковна. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, Ділдахан Қараубекұлы. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы білім беру ұйымында шығармашылық топтардың жұмысын енгізу және ұйымдастыру. Мен Алматы облысы Іле ауданы 27-ші орта мектебінде директордың оқусы жөніндегі орынбасары болып жұмыс атқарамын. Шығармашылық топтар әдістемелік даму және білім сапасының құралы. Кіріспе, қазіргі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты оқыту сапасын арттыру, педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту және заманауи талаптарға сай әдістемелік жұмысты жетілдіру. Осы бағытта шығармашылық топтардың жұмысын ұйымдастыру білім беру ұйымындағы әдістемелік дамудың ең тиімді құралдарының бірі болып табылады. Шығармашылық топ дегеніміз не? Педагогтердің кәсіби ынтымақтастықта әрекет етуіне мүмкіндік беретін ортақ мақсатқа бағытталған әдістемелік бірлестік. Негізгі мақсаты оқыту мен тәрбиелеу процесінде инновациялық идеяларды іздеу, тиімді тәжірибелерді жинақтау және жүйелеу. Жаңашылдықты оқу тәрбие тәжірибесіне жылдам енгізу. Шығармашылық топ қызметінің 5 бағыты. Шығармашылық топтардың қызметі 5 негізгі бағытта жүзеге асырылады. Бұл бағыттар педагогтердің кәсіби өсуіне және білім сапасын арттыруға бағытталған. Бірінші бағыт идеяларды зерттеу және енгізу. Жаңа әдістемелерді зерттеп, оқыту тәжірибесіне енгізу арқылы оқушылардың жетістіктерін арттыру. Әдістемелік құралдар дайындау, оқу әдістемелік ұсыныстар мен құралдар әзірлеу арқылы пәндік білімді тереңдетуге үлес қосу. Үшінші бағыт технологияларды сынақтан өткізу. Сабақтың тиімді технологияларын мектеп деңгейінде сынақтан өткізу және тарату. Төртінші бағыт кәсіби өсуге жағдай жасау, коучинг, lesson study және шеберлік сағаттары арқылы бірлескен кәсіби дамуды қамтамасыз ету. Және бесінші бағыт мониторинг және талдау. Білім сапасын арттыруға бағытталған тұрақты мониторинг және нәтижелерді талдау жұмыстарын жүргізу. Бірінші және екінші бағыттарда инновация және құралдар. Жаңа әдістемелерді енгізу, саралап оқыту, бұл оқушылардың оқу жетістіктерін арттыру үшін жекелендірген тәсілдерді зерттеу және сабақтарға енгізу элементтері ағылшын тілі және жаратылыстану сабақтарында пән мен тілді кіріктіре оқыту әдісін қолдану. Бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығын арттыру мақсатында ойын элементтерін пайдалану жобасын іске асыру. Екінші бағытта оқу әдістемелік құралдар дайындау.
Мысалы, қазақ тілі пәні бойынша диктанттар мен шығармашылық тапсырмалардың жинағын әзірлеу, математика, логикалық есептер жинағы атты әдістемелік құралды шығару арқылы сыни ойлауды дамытуға болады. Және сауат ашу пәндерінде оқу тапсырмаларының сапалы банкін дайындап және жүйелеуге болады. Үшінші және төртінші бағыттар: тәжірибе алмасу және кәсіби даму. Тәжірибені сынақтан өткізу. Бірлескен оқу стратегиясы оны бірінші сыныпта сынақтан өткізіп, нәтижелерін әдістемелік кеңесте талқылау арқылы тиімділігін дәлелдеуге болады. Екінші, тәжірибені тарату. Блум таксономиясы негізінде сабақ жоспарларын әзірлеп, оны мектепшілік семинарларда басқа мұғалімдерге таныстыру. Үшінші, цифрлық құралдарды қолдану. Интерактивті платформаларды Kahoot, Quizzes сабақта қолдану тәжірибесін ұжым арасында таратып және оқытуға болады. Lesson study және коучинг. Lesson study арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту жолдарын зерттеу, сыни ойлауға сұрақ қою, коучингтерін өткізу. Шығармашылық топтардың жұмысы ынтымақтастық, зерттеу және тәжірибе алмасу негізінде мұғалімдердің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді. Бесінші бағытта білім сапасын арттыру мониторингі. Яғни деректер жинап, оның нәтижелерін талдап, себеп салдарын анықтап, және одан кейін іс-шаралар жоспарлауға болады. Нәтижелерді талдауда оқу жылы соңында БЖБ-ТЖБ бағалау жұмыстарының нәтижелерін талдау арқылы білім сапасының нақты динамикасын анықтау. Себеп салдарды анықтау, пән мұғалімдерінің тәжірибесін терең талдау арқылы оқушылардың үлгеріміне оң немесе теріс әсер ететін факторларды анықтауға болады. Іс-шаралар әзірлеу. Мониторинг нәтижесіне сүйеніп, оқу жетістігін арттыру бойынша нақты өлшенетін іс-шаралар жоспарларын әзірлеп және оны іске асыруға болады. Енді осы біздерде қазір мектепте курс оқығаннан кейін 4 шығармашылық топ құрастырдық. Бұл жерде мен айтқым келгені, сол шығармашылық топтардың қоғамдастық құрамының және рөлі. Мектепте педагог осы шығармашылық топтардың негізінде олардан басқа тағы бір бізде қоғамдастық бар. Педагогикалық қоғамдастық. Бұл қоғамдастықта мектептегі педагогикалық қоғамдастықта мұғалімдердің кәсіби тәжірибе алмасуына, өзара қолдау көрсетуіне және бірлесіп даму мақсатына құрылған шығармашылық бірлестік. Қоғамдастық құрамына мектептегі шығармашылық топтардың көшбасшылары, әдістемелік бірлестік жетекшілері, тәжірибелі мұғалімдер кіреді. Олар өз саласында үздік тәжірибелерін ортаға салып, әріптестеріне әдістемелік көмек береді. Қоғамдастықтың негізгі артықшылықтары мен пайдасы. Мұғалімдер арасында ынтымақтастық мәдениеті қалыптасады, сабақ жоспарлау мен өткізу сапасы бірізденеді және жетілдіріледі. Оқытуда заманауи әдістер мен цифрлық құралдар тиімді пайдаланылады. Жаңа педагогикалық идеяларды жүйелі түрде зерттеу және сынақтан өткізу мүмкіндігі туады. Әр мұғалім өз тәжірибесін көрсетіп, рефлексия жасап, кәсіби дамуға ынталанады. Біздің қоғамдастықта жоспарда 4 шығармашылық топтың көшбасшылары отырады. Олар өздерінің жұмыстарын осы қоғамдастықта талқылайды және өзінің іс тәжірибелерін өзінің әр аптада бір шығармашылық топ семинар, шебер сынып, коучинг өткізеді. Өздерінің іс тәжірибешілерін жас мамандарға үйретеді. Олардан да семинар ұйымдастыруға көмектерін береді. Қорытындылай келе, шығармашылық топтардың құндылығы. Шығармашылық топтардың жүйелі жұмысы мектептің әдістемелік қызметін жаңғыртудың және педагогтердің кәсіби өсуін қамтамасыз етудің маңызды тетігі болып табылады. Кәсіби ынтымақтастық тәжірибе мен идеялардың белсенді алмасуына мүмкіндік береді. Ұжымдағы әдістемелік мәдениетті жоғары деңгейге көтереді. Инновациялық тәжірибелерді тез енгізуге және таратуға жол ашады. Оқушылардың білім сапасы мен оқуға деген ынтасы оң әсер етеді. Сондықтан шығармашылық топтарды қолдау әдістемелік дамудың, педагогикалық инновацияның және білім сапасының арттырудың басты құралы болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Зарика Исаковна. Ал әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма екен? Әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? Ортаға айтып, пікірлесіңіздер. Біздің келесі әріптесіміз Нұрмағамбетова Бағлан Сағатовна, сәттілік, өзіңізді таныстырып, Зарика Исаковна, сіз демонстрацияны өшіре қойыңыз. Келесі әріптесіміз Нұрмағамбетова Бағлан Сағатовна дайындалып отырса. Поделиться, да? Өзіңізді толық таныстырып, қай мектеп, қандай қызметте істейсіз, толық айтып өтсеңіз. Жақсы, мен жерде қайда басу керек? Мынаған басам ба? Поделицаға басасыз.
демонстрацияңыз қазір шығады, асықпаңыз. Ал бағлан сағатына өзіңізді толық таныстырып, мектебіңізді, қызметіңізді ары қарай жалғастыра беріңіз. Сәттілік. Жақсы. Мен Павлодар облысының білім беру басқармасы Павлодар қаласының Жұмабек Тәшенов атындағы жалпы орта білім беру мектебінде тәрбиесінің орынбасары болып жұмыс атқарамын. Жалпы менің стажым 30 жыл, осы лауазымда 20 жылда жұмыс істеймін. Жалпы менің тақырыбым мектептегі тәрбие кеңістігі құндылыққа негізделген жүйелі жұмыс деп аталады. Келесі бұл жұмыстың мақсаты, бұл жерде жалпы құндылықталған себебім, өйткені бізде биылғы 3-ші жыл осы біртұтас тәрбиемен біз жұмыс жасап жатырмыз. Биылғы адал азамат деп аталады. Мұндағы өзгеріс енген, тек қана мұнда дос болайық қана бағдарламасы енді. Жалпы мақсаты бұл, мына жерде оқымай қойын, мұнда жазылып тұр ғой, оқушылардың бойындағы сол 9 айға белгіленген отансүйгіштік, жауапкершілік, еңбексүйгіштік, ең негізгісі қауіпсіздік болып саналады. Міндеті болса, мұндағы ата-аналармен жұмыс формаларын жетілдіру, цифрлық құралдар және тәрбие жұмысының жылдық, айлық, апталық жоспарларының құндылық бағдары негізінде бұл құрылды. Келесі келетін болса, жалпы бағдарлама бұл 34 сағатқа жасалды. 34 сағат 5 бөлімге бөлдім. Отан, ел және рухани құндылықтар, адамгершілік және отбасы құндылықтары, білім, уақыт, шығармашылық, жастар және қоғам бөлімі деп аталады. Бұнда жалпы бұл біртұтас тәрбие бойынша 9 айлыққа жасалған тақырыптардың барлығы қамтылған. Келесі жалпы келетін болсақ, бұл мен осы авторлық бағдарламам 2024 жылдың қыркүйек айынан бастап осы біздің республикамыздың 2 мектебінде қолданыста. Бұл Түркістан облысы Исмайловтың 45-ші мектебі және Қарағандының Григорий Потанин мектебі. Сол мектептерге енгізіліп, сол мектептердің хаттамасы толық және актісі белгіленді. Одан кейін 2 лицензия алынды. Енді жалпы қарайтын болсақ, бұл антиплагиаттан өтті. Бұл менің автор бағдарламам. Мына жерде актыны көріп тұрсыздар. Және осы тақырып бойынша мен тәжірибені осы Павлодар облысы бойынша және республика бойынша тәжірибе ретінде тараттым. Мынау сараптамалық кеңес хаттамасының отырысы осы 2 мектеп берген. Жаңағы дәлелдеме республика, облыста мен мектептің даму бағдарламасы және осы аталған тақырыптағы жаңағы құндылыққа негізделген жүйелі жұмыс бойынша мен өз жұмысыммен бөлістім. Келесі келетін болсақ, жалпы біз осы жұмыс барысында айтады ғой, мектептің ең алға сол жаңағы құндылықтардың ішінде алға алып отырған жұмыс бұл қауіпсіздік шаралары болып тұрады. Өйткені біз шет елмен сақ бағдарламасымен бірге 3-ші жыл жұмыс атқарып келеміз. Тақырыбы бұл қауіпсіздік, мына жерде көріп тұрсыздар. Келесі. Мына жерде сонымен қатар бұл бағдарламада жобалар берілген. Жобалардың барлығы бізде қамтылып жатыр. Мына жерде қамқор, еңбек, адал жас өрен, смарт, шабыт, үшкірой алаңы, балалар кітапханасы 10 топ жобасы дейді. Әрине дәлелдеме ретінде мына жерде сілтемелері берілген, бірақ та осының ішінде ең сондай алда келе жатқан бізде қамқор деген волонтерлық, сол жаңағы Америкамен, одан кейін бұл жерде еңбегі, адал жас өрен. Үшкір ой алаңы бізде дебаттан мектебіміз алдыңғы қатарда келе жатыр. Мына жердегі алдын алу шараларын көріп тұрсыздар. Цифрлық әлемдегі қауіпсіздік қадам, буллингтен қорған. Буллинг деген жаңағы дос болайық бағдарламасы сол буллингқа арналған ғой биыл. Және де оның ішінде мына ата-аналарды қолдау орталығының жоспарына осы дос болайықтан 490-ға тақырыптарды біз енгіздік. Ары қарай қауіпсіз қоғам, үнемді тұтыну сілтемелері берілген. Келесі жаңағы мен айтып кеткен, міне Америка бұрышы, ұлттық еріктілер, біз біргеміз еріктілер жобасы, яғни сақ жобасына қатысу. Осы жерде көріп тұрсыздар. Келесі мынау бізге берілген тек қана мұғалімдер ғана емес, мектептің сол бір топ мұғалімі қатысып сертификаттармен иеленді. Тағы бір айта кететін жайт, бұл жұмысшы кәсіпкерлікке арналғаннан кейін біз мектебімізде еңбек хаб кабинетін аштық. Осы биыл. Мұнда оқушыларды еңбекке баулу және жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру. Яғни өз болашақ кәсібін сапалы таңдау болып табылады. Бұл ерекше бір жаңалық, жаңағы VR көзілдірігі арқылы олар виртуалды түрде еніп, өздерін кран жүргізуші, дәнекерлеуші, аспазшы, дизайнер сияқты мамандар ретінде өздерін сезіне алады. Яғни біз осы Павлодар Жұмабек Тәшенов мектебі қаламыздың
түсті металлургия колледжі мен одан кейін бірінші жалпы мына шаштараздық несі мамандығы бойынша жұмыс жасап келе жатырмыз осы кезге дейін. Меморандум. Міне колледждағы біздегі мысалы аз қамтылған отбасылар бар ғой, соларға келіп бізде 90-да келіп тегін шаштарын қиып кетеді осылай бізге колледжбен меморандум. Одан кейін мына мектебіміз Жұмабек Ташынов атағын алғаннан кейін 3-ші жыл біз республика бойынша именно осы серіктестік Ташкент мектептермен ғана жұмыс жасап келе жатырмыз. Өткен жылы бізде осы Абай Құнанбайдың 180 жылдығына байланысты шара өткіздік. Онда бастауыш, орта және жоғарғы сыныптарға байланысты біздің ата-аналарымыз бар, спонсорларымыз, солар 3 велосипед беріп, осы бір орындарды иеленді. Мына жерден көріп тұрсыздар, Абай оқуларына қатысып. Мына жердегі бағанағы айтқан пікірсайыс алаңы бізде келе жатқанымыз, міне Ташкент мектебіне бүкіл республикадан келген бізде Ташкенттің келіні келді бізге, Алматыдан, Түркістаннан келді, Қарағандыдан келді, Астанадан келді. Міне сол жалпы Ташкенттің 110 жылдығына байланысты мерейтой және мектебімізде бюст ашылды және музей ашылды бізде. Міне көріп тұрсыздар. Яғни құндылықтар, сертификаттармен біз иелендік. Енді мына айтып жатырмын ғой, жаңағы Қарағандымен біз қарым қатынастамыз. Ол кісілерде мысалы шаралы өтіп жатса, біз барамыз, директорлар барады, ұстаздар болады, волейболдармен өзі арамызда осындай бізде серіктестік шараларға қатысып жатырмыз. Жалпы осы назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса. Рахмет. Рахмет сізге. Рахмет Бағлан Сағатовна. Өзіңіздің тәжірибеңізбен, өзіңіздің шығармашылық жұмысыңызбен бөліскеніңізге өте құнды, маңызды тақырып болды ғой деп ойлаймын. Ал әріптестер не дейсіздер? Ал Мейрамгүл Батыхановна өзіңізді таныстырып, толық аты жөніңізбен таныстырып, ары қарай жалғастыра берсеңіз, мектебіңізді, лауазымдық қызметіңізді барлығына бір тоқталып өтіңіз. Ал бастай қойыңыз, сәттілік. Назар әріптестер, көріп тұр ма слайд? Мгм. Көрінді ма слайд? Иә, көрінді. Жақсы, қазір. Показ слайдқа қосыңыз. Показ сначала. Былай қойсын. Сәлеметсіздер ме әріптестер, мен Жамбыл Орынбаева Мейрамгүл Батиханқызы, дарынды балаларға арналған мамандырылған лицейдің оқу ісіндегі орынбасары. Сіздердің рұқсаттарыңызбен баяндамамды орысша бастасам. Тема проектное обучение с использованием искусственного интеллекта как средство развития soft self-skills у педагогов и учащихся. Как вы знаете, почему soft и self-skills важны сегодня? В быстро меняющемся мире, где профессия трансформируется каждые 5-7 лет, проектное обучение становится ключом к формированию компетенций, необходимых для адаптации и успеха. Этот подход, где учащие решают реальные задачи, учатся работать в команде, критически мыслить и самостоятельно находить решения. Как вы видите, да, что дает нам искусственный интеллект как новый помощник в образовании, освобождает от времени. Более 3 миллионов учителей уже экономят до 15 часов в неделю с помощью платформ искусственного интеллекта, таких как Teach AI. Это эквивалент целого дня, посвященный педагогической инновации, а также персонализация учителей. Как искусственный интеллект развивает soft skills у педагогов? Это автоматизация рутины, инновационные уроки. С помощью искусственного интеллекта инструментов педагоги могут создавать быстрые, интерактивные, современные проекты, что повышает их мотивацию и профессиональный рост. И цифровая грамотность. Как помогает учащимся развивать soft skills? Это персонализация обучения, креативность, вовлеченность, интерактивные проекты, геймификация, мгновенная обратная связь делают обучение увлекательным и внимательным, и удерживают внимание учащихся, а также самостоятельность. Ученики, исследуя проблемы, анализируя информацию, критически оценивая предложения искусственного интеллекта, развивает навык независимого мышления. Преимущества
именно проектного обучения. Это развитие критического мышления, навыков решения проблем, укрепление способности к командной работе, коммуникации, стимулирование творческого мышления, инновационного подхода, использование современных технологий для выполнения задач, повышение самостоятельности, инициативности, углубление материального курса, предметных знаний точнее. Теперь искусственный интеллект может значительно усилить процесс обучения, да, в рамках проектного обучения, предполагая новые возможности и исследования, анализа, создания решения. Мотивационное. Что это? Определение темы проекта, связанное с реальной жизнью. Разработка критериев оценивания, эффективности реализации проектов. iResearch – это мотивация учеников через постановку увлекательных, стимулирующих вопросов. И iModel – это освоение способов организации успешной работы над проектами. Теперь генерация идеи научного исследования с помощью искусственного интеллекта. Вот получается, что дает использование искусственного интеллекта в процессе обучения? Разнообразие идей, эффективность, дифференциация, развитие критического мышления у учащихся. Так как я являюсь учителем информатики, используя на своих проектах, да, в нашей школе, у нас используется несколько платформ. Khan Академия, Cisco и Coursera. Что это дает? Использование учащимися нашей школы именно этих платформ мы добились именно в проектной технологии. Это ускорение процесса, эффективность поиска, генерации идеи и результативности. Как вы видите на слайде, да, какие с помощью нейросетей написанных, вот использование именно научных проектов, написание теории, какие платформы нам помогают. Gemini, ChatGPT, Airhost дает, да, и что эти платформы дают? Именно в написании, в теоретической да, части работы, сборы данных, анализ данных и интерпретация результатов. Здесь вы видите, да, с помощью именно искусственной именно платформ, да, с помощью Gamma App использовать для создания презентации, да, Part, вот как вы видите, Part SEOs здесь идет. С помощью него можно автоматическое перефразирование, стилистическая корректировка, этическая оценка, проверка мыслей, да, чтобы пройти в дальнейшем антиплагиат. Как вы видите, да? Теперь вот в нашей школе учащиеся занимают призовые места в областных, республиканских, международных конкурсах. Вот использование именно проектной технологии, использование этих платформ, развитие учащихся навыков, soft skills, как вы видите, создание именно проектов. Как вы видите, умный дом, который спасает именно при землетрясении, Казах Брайль проекты, да, именно искусственного интеллекта, именно решение им идет проектов, как вы видите, да, умные часы идет, очистка водоемов. И в нашей школе какие созданы были у нас движения, да, с помощью, чтобы раскрыть именно учащиеся и наука и будущее. Здесь используют технологии искусственного интеллекта для исследовательской культуры среди учащихся, да. Форум для учителей были созданы, где молодые. И также был бы использован учителя и искусственный интеллект, вдохновляющий здесь более опытные педагоги, делятся своим опытом, поддерживают молодых специалистов. Вот, если немножко остановиться, в каких конкурсах мы принимали. Если вот показатели нашей школы, где контингент учащихся 425, из них призеры 325, 50% занимают в областных конкурсах призовые места, 30% заняли в республиканцах и 15% от участников занимают международных. Как вы видите, да, здесь идет международный конкурс Informatrix Азия, First Eleonics идет, здесь идет демонстрация именно IT-стартапов. И здесь, если кратко ознакомиться, где принимали участие наши учащиеся, именно используя наши педагоги, используя, в частности, и я использую эти
используя то, что я говорила, да, проектная технология, искусственный интеллект, развитие таких навыков критического мышления учащихся, они являются призерами областных, республиканских. Ежегодно занимает призовые места в конкурсе «Информатрикс Азия», он является международным. В прошлом году 8 учащихся были обладателями грантов, бронзовых, серебряных медалей. И также Алматы ТЧАП принимает участие именно в проектах. Здесь показывали проект «Умная ферма», занимали 3-е призовое место. Также про робототехники также занимает международный конкурс «Роботленд». Также именно проектная технология указывается и занимает 2-е места. Также IT-университет, конкурс, где учащиеся нашей школы были удостоены именно 100% грантов. Наши учащиеся занимали призовые места именно в международном конкурсе Samsung Tomorrow, где денежное вознаграждение занимали миллион тенге выигрывали. Также Зерде, республиканская Зерде, где принимали гран-при. Области, республика участвуют в хакатоне, также выигрывают призовые денежные фонды, гранты выигрывают. И также можно участвовать на международных ВРО конкурсах, именно проектная технология принимает, призовые места занимает. И First Learning также в области занимаем. Итак, вот как вы видите, ссылка здесь, вы можете посмотреть именно проекты, как дети защищают эти проекты, какие были созданы, да. Если вам будет интересно, мы можем отправить его в чат. Огромное вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, могу ответить на 2 языках. Рахмет, әріптестер. Рахмет, Мейрамгүл Батыханова, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге. Оқушыларыңыздың жақсы жетістіктерге жеткендігі көрініп тұр. Әрине бұл оңай жұмыс емес екендігі түсінікті. Әріптестерімізге де бұл бір қызығушылық туғызған шығар деген ойдамыз. Мейрамгүл Батыхановнаға сұрақтарыңыз болса. Ал Сметова Гүлнар Ажмағамбетовна, келесі сөйлейтін өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз, аты жөніңізді, мектебіңізді толық, сәттілік, ал бастай қойыңыз. Сөз кезегі сізде. Апай, звугыңыз қосылмады. Ғайыз Байтасов атындағы Түрек мектебінің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Сметова Гүлнар Ажмағамбетовнамын. Менің баяндамам тақырыбы кәсіби өзара әрекет білім беру сапасын арттырудың заманауи құралы. Мақсаты мұғалімдердің кәсіби өзара әрекетінің білім сапасын арттырудағы рөлін айқындау, заманауи білім беру үдерісінің әрекеттестік пен ынтымақтастық мәдениетін қалыптастырудың тиімді жолдарын ұсыну. Міндеттері: кәсіби өзара әрекеттің мәні мен педагогикалық үдерістегі маңызды теориялық тұрғыда талдау. Lesson study, плик, коучник, менторник және де team teaching сияқты заманауи кәсіби өзара әрекет түрлерін сипаттау. Педагогтардың бірлескен іс әрекетінің оқыту сапасын әсіресе тәжірибе негізінде көрсету. Мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпал ететін тиімді өзара әрекеттің тетігін ұсыну. Кәсіби қауымдастық арқылы мұғалімдердің үздіксіз даму және шығармашылық орта қалыптастыру мүмкіндіктерін көрсету. Цифрлық технология мен ID-teaching құралын пайдалану арқылы қашықтан кәсіби серіктестік дамуын жолдарын ұсыну. Қазіргі заманда білім беру жүйесінде қоғамның даму қарқыны мен жаңа технологиялар серпінге сай өзгеріп келеді. Әлемдік бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру өзегі. Сапалы білім мен кәсіби білім білікті мұғалім. Ал сол сапаны қамтамасыз ету ең тиімді жолдардың бірі педагогтардың өзара кәсіби әрекеттестігі. Кәсіби өзара әрекет бұл жай ғана тәжірибе алмасу емес, ол идеяларды тоғыстырып, шығармашылық ойлар менен жаңа тәсілдерді дүниеге келтіретін орта. Бірлесіп талдау, бірлесе шешім қабылдау, тәжірибені өзара байыту арқылы мұғалім тек кәсіби тұрғыда емес,
тұлғалық жағынан да өседі. Осындай орта әр ұстаз өз қабілетін аша отырып, білім сапасын арттыруда нақты үлес қосады. Кәсіби өзара әрекеттің мәні мен маңызы. Мұғалім бұл білім беру үдерісінің басты тұлғасы, бірақ оның кәсіби шеберлігі мен педагогикалық мәдениеті жеке еңбекпен ғана емес, ұжымдық тәжірибе арқылы да қалыптасады. Кәсіби өзара әрекет бұл әріптестік рухта бірігіп өзара қолдау мен үйрену алаңы. Мұнда мұғалім тек сабақ өткізуді талқылап қана қоймай, педагогикалық идеяларын сынап бірлесе жүргізеді. Осындай ортада тәжірибелі ұстаздар, жас мамандар бағыт-бағдар беріледі, ал жас педагогтар жаңа көзқарас, тың идеялар енгізіледі. Нәтижесінде өзара сенім мен қолдау мәдениеті қалыптасып, мектеп ішінде кәсіби мәдениет пен бірлік нығаяды. Бұл өз кезегінде оқыту сапасының оң ықпал етеді. Өзара әрекеттің заманауи түрлері мен бағыттары. Бүгінгі білім кеңістігі үздіксіз өзгеріс пен жаңашылдықтың ортасы. Мұндай дәуірде мұғалім кәсіби оқшаулану, оның дамуын тежейді, ал өзара әрекет кәсіби серпілістің, шығармашылық ізденістің, инновациялық тәжірибелердің басталуы болып табылады. Сондықтан педагогикалық қауымдастықтың өзара әрекеттің заманауи үлгілері кезінде қолданып, мектеп мәдениетінің маңызы бөлігіне айланып отыр. Соның бірі 5 стадия. Мұғалімнің бірлесе отырып сабақ жоспарлау, өткізу және талдау арқылы оқыту сапасын арттыруға бағытталған ең тиімді әдістердің бірі. Бұл тәсіл мұғалім өз сабағында сырт көзбен қарауға, оқушы әрекетін жүйелі қабылдауға және оқытудың нақты нәтижелерін көрсетуге мүмкіндік береді. Lesson Study тәжірибесінің зертханасы іспетті. Ол мұғалімдер арасындағы сенім мен серіктестікті нығайтып, білім сапасын жақсартудың нақты жолын айқындайды. Заманауи білім беру жүйесінде ең қолданысқа тапқан кәсіби оқу қауымдастығы. Бұл бағыттың негізінде тұрақты кәсіби даму мен ортақ мақсатқа жетуге бағытталған бірлескен жұмыс жатыр. Мұнда ұстаздар апта сайын немесе ай сайын бас қосып, тәжірибені алмасып, зерттеу жүргізуге коучинг пен тренинг ұйымдастырады. Әр педагог өз оқушы ретінде сезініп, үздіксіз үйрену үдерісіне енеді. Мұндай қауымдастықтар мұғалімдердің оқу сапасын деген ұжымдық жауапкершілікті қалыптастырып, әріптестік мәдениетін нығайтады. Коучинг пен менторинг. Тәжірибелі ұстаздар жас маманға бағдар беріп, кәсіби дамуына жол ашады. Коучинг бұл дайын жауап емес, ойлауға итермелейтін сұрақ, жаңа мүмкіндіктерді жетелейтін диалог. Менторинг сенім мен тәжірибе алмасудың көрінісі. Бұл жүйе арқылы жас мамандар өз мамандығына деген сүйіспеншілігін арттырып, қиындықтарды жеңудің нақты жолдарына үйретеді. Осындай қарым-қатынас орнаған ұжымда тәжірибелі қолдау мен рухани ынтымақтас қатар дамиды. Team teaching немесе бірлескен сабақ өткізу, мұғалімдердің пәндік немесе тақырыптық деңгейін бірігіп сабақ өткізу тәсілі. Мұндай сабақтарда 2 немесе одан да көп мұғалімдер бір аудиторияда сабақ жүргізіп, бірін-бірі толықтырады. Бұл әдіс пәнаралық байланыс тереңдетіп, оқушылардың дүниетанымын кеңейтеді. Бірлескен сабақ барысында мұғалімдер бірін-бірін бақылап, талдау жасайды, сабақ құрылымын жетілдіреді. Мұндай тәсілдерді нәтижесінде оқушы да, мұғалім де бірлесе үйренудің үлесін көреді. Бүгінгі таңда осындай заманауи өзара әрекет түрлері мұғалім кәсіби
кәсіби дара мамандықтан ұжымдық шығармашылық кәсіп айландырып отыр. Әр педагог өзінің тәжірибесін ортаға салып, өзгелердің тәжірибесін байта отырып, білім сапасын арттыру жолдарындағы бірігіп еңбек етуде. Кәсіби өзара әрекеттің тиімі мен нәтижесі. Кәсіби өзара әрекет ең басты нәтижесі мұғалімдердің кәсіби өсуі мен оқыту сапасының артуы. Бірлескен тәжірибе барысында ұстаз өз сабағын сырттай көзқараспен қарап, тиімді әдіс тәсілдерді саналы түрде қолдануға үйренеді. Мұндай өзара әрекеттік мұғалімнің кәсіби рефлексиясын тереңдетіп, зерттеушілік мәдениетін дамытады. Ұжымдық талдау, пікір алмасу кезінде мұғалім өз сабағының күшті және де әлсіз тұстарын анықтап, келесі қадамдарын жүйелі жоспарлайды. Сонымен қатар кәсіби қауымдастық бұл мектептің жалпы мәдениетін қалыптастыратын тірек жүйе. Әріптестердің өзара сенім мен ынтымақтастығын арттырады. Ұжымның ішкі ахуалын жақсартып, педагогикалық шығармашылық орта қалыптастырады. Осындай ортада оқушылар да белсенді, еркін ойлайтын тұлға болып дамиды. Енді былай айта кететін болсақ, біздің мектеп тірек мектебі болғандықтан, бізде ауыл мектебі сапа алаңы деген жоба қазір жүріп жатыр мектебімізде. Математика, физика, химия, биология, ағылшын пән мұғалімдері сабақ береді, 21 мұғалім. Соның несінде осы әдіс тәсілдерді одан кейін жаңағы қауымдастық бізде жақсы қолға алынып отыр мектебімізде. Мұндай тәжірибелі мұғалімдер кәсіби сенім арттырып, мектеп ішінде шығармашылық пен жаңашылдық рухани қалыптастырады. Ең бастысы оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен нәтижелері артты. Енді тыңдағандарыңызға рахмет. Менің баяндамам осы. Рахмет, Гүлнара Ажмағамбетовна, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге, жақсы ойларыңызды, пікірлеріңізді ортаға білдірдіңіз.